Кішкентай шахзада. Антуан де Сент-Экзюпери. Аударған Тәкен Әлімқұлов. 6 жасар кезім. Бір күні шын оқиғалар деген кітап ақтардым. Құлпырған ормандар жайынан әңгіме шертетін кітаптан ғажайып сурет көрдім. Суретте дәу жылан айдаһар жыртқыш аңды жұтып жатты. Сурет былайша салынған еді. Кітапта айдаһар құрбандығын шайнамай жұтып қояды. Содан кейін қозғала да алмай, жұтқаны бойына тарағанша жарты жыл ұйықтайды делінген. Джунглидің керемет жайттарға толы тіршілігі жайында қилы-қилы қиялға шомдым да, бояу қарындашпен мен де тұңғыш суретімді салдым. Бұл менің нөмір 1 суретім еді. Пішімі былай. Шығармамды ересек кісілерге көрсетіп, мынауым құбыжық емес пе деп сұрадым. Қалпақта құбыжық бола ма екен, ол не дегенің десті. Ал менің салғаным қалпақтың суреті емес еді. Пілді жұтып қойған айдаһардың бейнесі болатын. Содан соң үлкендерге түсінікті болу үшін айдаһарды ішінен суреттегем. Үлкендер қашанда әр нәрсені ежіктей түсіндіруді тілейді. Менің нөмірі 2 суретім мынадай. Үлкендер маған жыланды іштей де сырттай да суреттемеуге кеңес берді. Одан да географиямен, тарихпен, арифметикамен, сауатты жазу ережесімен көбірек шұғылдан десті. Осының салдарынан суретші болам деген асқақ арманнан 6 жасымда бас тарттым. Суреттерім сәтсіз болған соң өзіме деген сенімде жоғалды. Үлкендер ешқашан еш нәрсені өздігінен ұғынбайды, ал оларға түсіндіру, ұғындыру балалар үшін өте ауыр. Осындай себептермен менің басқа кәсіп қууыма тура келді. Ақыры мен ұшқыш болып шықтым. Жалпақ әлемді түгелге жуық араладым. Шынын айтқанда, географияны білгенім көп жеңілдік келтірді. Бір қарағаннан ақ Қытайды Аризонадан ажырата білетін болдым. Түнде жолдан тайып кеткенде бұндай көрегендіктің пайдасы өте зор еді. Өмір сапарында әр түрлі байсалды кісіні жиі кездестірдім. Үлкендердің арасында көп уақытты бастан кешірдім. Олардың дидарын жақыннан көрдім. Расы керек қой, аралас-құраластан олар туралы пікірім жақсармады. Маған өзгелерден гөрі байыпты да парасатты көрінген бір кісіге өзімнің нөмірі 1 суретімді көрсеттім. Суретті қашан да жанымнан тастамаймын да. Бұл кісінің бірдеңе білетін білмейтінін білгім келіп еді. Амалғанша үлкендер атаулының бәрі маған мұның қалпақ қой деп жауап қайтаратын болды. Осыдан кейін олармен айдаһар туралы да, джунгли туралы да, жұлдыздар туралы да әңгімелесуден тыйылдым. Олардың ұғымына ыңғайласа бастадым. Бридж бен гольф ойыны жайында, саясат пен галстук жайында сөйлесуді шығардым. Осыдан кейін үлкендер мән жосық білетін адаммен танысқанына көзі жетіп, өте ырза боп қалысты. Осылайша мен жалғыздықта өмір кеше бердім. Сырласар жан болмады. Сөйтіп жүргенде бұдан 6 жыл бұрын Сахарада самолетті лашсыз қондыруға тура келді. Тетігі сынып, мотор бұзылған. Менің қасымда механикте жолаушылар да жоқты. Сондықтан қиындықтың сұмдығын біле тұра, моторды жөндеуге бел байладым. Моторды түзетпесем құритыным белгілі. Қолда бар сусын аптадан аспайтын еді. Сонымен бірінші түні айдалада мыңдаған шақырым жерде баспана атаулысы жоқ жапан түзде құмдақта ұйықтап шықтым. Долы мұхитта апат болған кемені тастап қиырсызға салмен жүзген адам да мен сияқтанып жалғыздықты сезінбес еді. Осындай күйдегі мені таң қалдырып, таң сәрде әлдегімнің жіңішке дауысы оятпасы бар ма? Қошақанның суретін салып бере қойыңызшы. Немене? Маған Қошақанның суретін салып бер. Мен үстімде күн күркірегендей атып тұрдым. Көзімді уқаладым, төңірегіме қарадым. Мені көзімен тінтіп қарап тұрған баланың тұрпаты қызық еді. Кейін оның суретін қолдан келгенше жақсылап салған болдым. Бірақ салған суретім баланың дәл өзіндей келісті болмады. Бұған мені кінәлау да қиын. Үлкендер сенен суретші шықпайды деп 6 жасымда құлағыма құйғаны белгілі. Айдаһарларды іштей де сырттай да бейнелеуден басқа жөнді сурет салып жарытпағам да. Неде болса көзім адырайып, шектен тыс көрініске таңырқай қарап қалыппын. Мыңдаған шақырым бойына тірі жан жоқ Сахарада тұрғаным есіңізде. Бала адасып келгендей, тұралап шаршағандай да, қатты қорыққандай да емес.
көзі қарауыта шыққандай ындыны кеуіп шөлдегендей түрде жоқ. Меңіреу түзде баспана атаулыдан аулақта адасқан бөбекке де келбеті келмейді. Осының бәрін байыптай келе, күрмелген тіл жазылғандай мен былай деп сұрадым. Ал, мұнда не бітіріп жүрсің? Бала тағы да барынша байыпты түрде ақырын ғана өтініш айтты. Қошақанның суретін салып берші. Осының бәрі ғажапта құпия сыр шерткендей еді. Өтініштен тартынуға болмады. Өлімнің төбесі көрініп тұрған осы арада меңіреу түзде бір парақ қағаз бен бояу қаламымды қалтамнан алуға тура келді. Бірақ артынша менің көбінесе географияны, тарихты, арифметиканы, түзу жазу ережесін оқығаным есіме түсті де, сурет сала білмейтінімді айттым. Тіпті аздаған ашу шақыра айтқан сияқтымын. Бала, бәрібір, Қошақанды сал деп жауап қатты. Мен өмірі қой атаулының суретін салып көрген емеспін де. Бар салғаным Айдақардың суреті болатын. Сондай суреттің бірін көшіріп бергенімде бала былай деді. Жоқ, Айдақар жұтып қойған пілдің маған керегіне. Айдақар болса өте қауіпті, піл болса өте үлкен. Үйдегімнің бәрі де кішкентай, маған керегі Қошақан. Қошақанның суретін салып бер. Мен сурет салып бердім. Бала суретті жіті қарап шықты да, бұл Қошақан көтерем ғой, басқасын сал деді. Мен және салдым. Жаңа досым биязы бауырмал қалыпта күлімсіреді. Өзіңді көріп тұрсың деді ол. Бұның Қошақан емес, ақау сек, мүйізі қарағайдай. Суретті басқаша салып бердім, бірақ бала онымды қабылдамады. Қойың тым кәрі, ұзақ жасар Қошақан керек. Енді менің шыдамым таусылды. Мотордың тетіктерін қайта қарастыруға асыққан мен мынадай сурет сала салдым. Балаға айтқаным, мынау жәшік сенікі, қалаған Қошақаның осының ішінде. Талғампаз жас төреші жадырап қоя берді. Мұның жақсы. Қалай ойлайсың? Қошақанға шөп көп керек пе? Ал, несі бар? Менің үйімде жарытымды еш нәрсе жоқ. Қошақанға жетеді. Саған сыйлағаным тіптен кішкентай Қошақан. Айтқаныңдай кішкентай көрінбейді ғой, деді бала. Мойнын бұрып суретімді түгел барлады да сөзін жалғады. Қараш, ұйықтап қалды. Кішкентай шағзадамен мен осылайша таныстым. Баланың қайдан келгенін білгенше біраз уақыт өтті. Кішкентай шағзада өзімді сұрақтың астында қалдырды. Ал мен одан бірдеңенің жайын сұрасам, ол естімеген қалып білдірді. Әлде қалай аузынан байқаусыз шыққан сөздерді шым-шымдап тартып, түбегейлете бастадым. Осының арқасында менің самолетімді бірінші рет көргенде, қолдан келмейтін болған соң самолеттің суретін салып жатпайын. Ол былай деді. Бұл не зат? Бұл зат емес, бұл самолет, ұшады. Бұған қосарлай мен өзімнің де ұшатынымды насаттан айттым. Бала аң-таң. Қалайша, аспаннан салбырап түстің бе? Иә, дей салдым. Бұның қызық екен. Осылай деді де кішкентай шағзада шақылдап күлді. Менің бастан кешкен шырғалаңымды байыппен қабылдағанды ұнатушы едім. Сондықтан баланың шақылдақ күлкісіне заландым. Бұған қарамай бала. Демек, сенің өзіңде аспаннан түскен екенсің ғой. Қандай планетадан келдің, деді. Маған баланың ғайыптан пайда болуының кілті осынау жапан түзде екен ғой деген ой келді. Сондықтан, ендеше сен бұл араға басқа планетадан келген шығарсың деп сұрадым. Бірақ бала жауап қайырмады. Менің самолетімді көзбен шолып, басын болмашы изеді. Қой, мына мен алыстан ұшып келуің қиын. Әлдене жайында ұзақ ойланып қалды. Ақырында қалтасынан мен сыйлаған Қошақан суретін алды да, ғажап қазынадай көріп қызықтады. Басқа планеталар туралы илана бастаған баланың кім екенін білмекке құмартқанымды сұрамаңыз. Көбірек білуге тырыстым. Балақай, қай жақтан ұшып келдің? Үйің қайда? Мен салған Қошақанды қайда алып бармақсың? Үнсіз ойланып отырды да тіл қатты. Маған жәшік бергенің тіптен жақсы болды. Қошақан жәшікте әр түнде ұйықтайды ғой. Әрине, ақылды болар болсаң, Қошақаныңды байлап қою үшін саған арқан берем. Қазық та бар. Кішкентай шағзада қабағын түйді. Байлап қою үшін? Оның керегі не?
Байлап қоймасаң жайылып кетеді, жоғалады ғой. Осы арада менің досым қайтадан жадырап күлді. Қайда кетуші еді? Қайда дерің бар ма? Бас ауған жаққа тікелей лағып кетеді. Кішкентай шахзада байсалды сөйледі. Бұл қорқынышты емес. Менің өрісім өте тапшы. Сәлден кейін уайым үміті аралас қалыпты. Ұдайы тікелей жүре берсе, алысқа ұзай алмайды, деді. Сөйтіп, мен және бір маңызды жаңалық аштым. Баланың туысқан планетасы тұтас алғанда үйдің аумағандай ғана. Бұған мен онша таңырқайда қойған жоқ едім. Жер, темірқазық, Марс, шолпан сияқты үлкен планеталардан басқа жүздеген планеталары бар екенін, олардың арасында қуатты дүрбімен көзің шала алмайтын тым кішкенелер де бар екенін мен білуші едім. Бұндай кішкене жұлдыздың барын ашушы астроном оған ат қоймай номер қоя салады. Мысалы, астероид 3251. Кішкентай шахзада астероид Б612 аталатын шағын планетадан ұшып келген деген жорамалдауға менде байсалды негіз бар. Бұл астероидты бір мәрте 1909 жылы түрік астрономы қуатты дүрбі арқылы байқаған. Өзінің тамаша жаңалығы жайында астроном халықаралық астрономиялық конгресте баян қылғанды. Бірақ оған ешкім сенбеген. Сенбеген себебі ол астрономның киімі түрікше еді. Үлкендердің қандай халық екенін көріңіз. Бір тәуірі Б612 астероидының дәрпін көтеру үшін түрік сұлтаны өзінің қарамағындағыларға киімді еуропалықтарша киінуге әмір еткен. Өлім жазасына бұйырмақ боп қорқытқан. Сонымен белгілі астроном 1920 жылы өзінің жаңалығы жайында жаңадан баян етеді. Бұл жолы ол ең соңғы сән салтанат бойынша киінген еді. Оның сөзін жұрт түгел құптады. Үлкендердің салдарынан ғана мен сіздерге Б612 астероиды жөнінде осыншама тәптіштеп, оның нөміріне шейін атап жатырмын. Үлкендер цифрды өте-мөте ұнатады. Оларға сен жаңа дос таптым десең, ең басты нәрсе туралы сұрамайды. Досыңның даусы қандай ойынды жақсы көреді, көбелекті қуама деп сұрамайды. Олардың сұрары: досыңның жасы қаншада, туысқандары қанша, салмағы қанша, әкесі қанша ақша табады. Осыдан кейін ондайлар адамның ішін білдік деп ойлайды. Үлкендерге сен терезесіне гүл өскен, төбесіне көгершіндер үймелеген, сары күрең кірпіштен орнатқан әдемі үй көрдім десең, ондай үйдің пішімін көз алдына келтіре алмайды. Ал 100 000 франк тұратын үй көрдім деш, олар қандай тамаша деп даурығыса жөнеледі. Осы сияқты оларға кішкентай шахзаданың болғанына дәлел толық. Ол өте абзал, көңілді, қошақанды жақсы көреді. Қошақанды жақсы көрген баланың барлығына дау болмаса керек десең, осы сияқты әңгіме шертсең, олар иығын қозғап таңданады, өзіңді балдырғандай көреді. Ал егер оларға кішкентай шахзада Б612 астероид деп аталатын планетадан ұшып келген десең, бұған олар сенеді, сұрау беріп мазаламайды. Үлкендер дегенің осындай халық. Оларға ашуланудың да керегі жоқ. Балалар үлкендердің алдында ізет тұтуға тиіс. Біз бірақ өмір дегеннің не екенін білетін жандарданбыз. Нөмірлер мен сандарға күле білетін де біздер. Бұл повесті мен ғажайып ертегі ретінде бастар едім. Анықтап айтсақ, былайша бастар едім. Баяғыда кішкентай шахзада деген болыпты. Ол өзінен болмаша ғана үлкен планетада өмір сүріпті. Досқа өте зәру болыпты. Өмірдің не екенін білетіндер осының бәрі қылаусыз шындық екенін бірден анықтар еді. Бұның бәрін айтып жатқаным, менің кітабымды жұрттың ермекке бола оқығанын тіпті де қаламаймын. Кішкентай досымды еске алсамақ, жүрегім зырқ етіп аузыма сөз түспей қалады. Кішкентай достың өзінің қошақанымен бірге мені тастап кеткеніне 6 жыл болды. Сондықтан досты ұмытпас үшін әңгіме шерткім келеді. Достарды ұмыту қасіреттің қасіреті. Досы барлар аз. Цифрлардан басқа еш нәрсеге ықылас қоймайтын үлкендерге ұқсап кетуден қорқам. Осының салдарынан мен бір жәшік сырлы бояу мен бояу қарындаштар сатып алдым. Өмір бойына бірақ мәрте Айдаһардың суретін іштей де, сырттай да салғанымды. Оның өзінде 6 жасында істегенімді еске алсақ, менің жасымда суретке қайта талпынудың оңай емес екенін ұғуға болады. Әрине, ұқсастықты барынша беруге тырысам, бірақ бұдан бірдеңе шығарына көзім жетпейді.
бір суретте бет пішін шықса, екінші суреттегісі тіпті де ұқсамайды. Бойға келгенде де осылай. Бір суретте менің шахзадам рабайсыз ұзын боп шықса, екінші суретте тым бәкене еді. Киімінің түсі қандай екенін де ұмытып қалыппын. Олай да, былай да салған сыймын, көз жұмбалаймын. Олай болса, егжей-тегжейдің мәнді саласында қате жіберуім де мүмкін. Неде болса қатты талап қоя көрмеңіз. Менің досым маған ешқашан еш нәрсені түсіндірген емес. Мүмкін ол мені дәл өзіндей деп ойлаған шығар. Бірақ амалғанша жәшіктегі қошақанды мен көре білмеймін. Мүмкін мен үлкендерге аздап ұқсайтын шығарым. Сірә мен қартайып келе жатқан сияқтымын. Кішкентай достың планетасы жайында, онда қалай қыдырыстап, одан қалай кеткені жайында мен күн сайын әлдебір жаңалықтар білумен болдым. Бұл жөнінде ол ығыты келгенде ғана аздап әңгіме айтып қоятын. Осылайша мен баобаб атты өсімдіктен шеккен қасіреті туралы 3-ші күні барып білдім. Әңгіме баяғы қошақаннан басталған. Кішкентай шахзаданы кенеттен зілдей күдік басқандай еді. Ол тұнжыраған күйде: «Айтпақшы, қойлардың бұтаны қаужайтыны рас па?» деп сұрады. «Иә, рас. Ол жақсы екен. Қойлардың бұтаны қаужайтынын білу не үшін қажет екенін мен түсіне алмадым». Кішкентай шахзада сөз қосарлады. «Демек, қойдың баобабтарды да жейтін болғаны ғой. Мен баобабтың бұта емес екенін, көк түреген мұнарадай өте дәу ағаш екенін, пілді үйірімен айдап келсе баобабтың біреуін де жеп қоя алмайтынын түсіндіріп едім». Пілдер туралы естігенде кішкентай шахзада күліп жіберді. «Пілдерден саты жасауға тура келеді екен ғой». Бұдан кейін парасаттана сөйледі. «Алғашқы кезде қашан өскенше баобабтарың тіпті кішкентай болады дағы». «Бұл рас. Ал бірақ сенің қошақаныңа балапан баобабтарды қажаудың керегі қаншалық?» «Ол не дегенің?» деп кішкентай шахзада насаттанды. Екінің біріне белгілі жайттар туралы сөйлегенде еді. Гәптің неде екенін білгенше бас қатыруыма тура келді. Басқа планеталар сияқты кішкентай шахзаданың планетасында да пайдалы шөптер мен арам шөптер өседі. Ендеше онда пайдалы да құнарлы шөптердің жақсы ұрығының болғаны, жаман арам шөптің де зиянды ұрығының болғаны. Бірақ ұрық көрінбейді ғой. Біреуі қылтиып бой көрсеткенше бәрі топырақ астында ұйықтап жата береді. Біреу қылтиса болғаны қаулай бастайды. Сүйкімді де жас өсімдік қаулап қанат жайып, күнге қарай талпынып дүр өсер болар. Шалғам немесе сары бұта болса, мәпелеуден кемдік көрмейді. Ал егер арам шөп боп шықса, көзің жеткен заматта тамырымен қиып тастауға тура келеді. Кішкентай шахзаданың планетасында сұмдық зиянды ұрықтары бар. Баобабтың ұрығы. Планетаның қыртысы осындай ұрықтармен дерттенген. Баобабты кезінде ажырата білмесең, одан кейін одан құтыла алмайсың. Планетаны түгел жайлайды, тамыры тереңдеп айқасып өкпесін қысып тастайды. Егер баобаб көп болса, өте кішкентай планетаны быт-шыт қып жібереді. Мынадай бір қағиданы берік ұстану жөн, деді маған бір күні кішкентай шахзада. Таңертең ұйықтап тұрып, жуынып, шайынып, сыланып, сипанып болған соң, бірден планетаңды тәртіпке келтіруің керек. Балапан кезінде баобабтар мен сары бұталардың түсі ұқсас. Сондықтан сары бұтадан ажыратар шақта баобабты күн сайын отап отыру шарт. Бұл іш пыстыратын жұмыс, бірақ тіпті де қиындығы жоқ жұмыс. Бір күні кішкентай шахзада маған бізде де балалар жақсы түсінерлік сурет салуға тырысып көрші деген. Балалардың саяхатқа шығуына тура келе қалса, сүретін кәдек асат деген. Басқа ісіңді ысыра тұруға болады, одан келер зиян жоқ. Ал егер баобабқа ерік берсең, пәледен құтыла алмайсың. Тұрғыны жалқау бір планетаны білуші едім. Ол тұрғын дер кезінде 3 бұтаны отамай қырсыққа ұшыраған. Кішкентай шахзада маған бәрін бейнелеп бергендей. Мен айтылған планетаны суретке түсірдім. Жұртқа нақыл оқуды жаным жек көреді. Бірақ баобабтардың қандай қауіп төндіретінін екінің бірі біле бермейді. Астероидқа кезігушілерге төнетін қатер өте зор да. Сондықтан мен бұл жолы өзімнің суреттегі ұстамдылығымнан бас тартуға ұйғардым. Балалар деймін мен. Баобабтардан сақтаныңдар. Ертедегі өзім секілді талайдан бері төнген қауіпті байқамайтын жас достарымды сақтандырғым келеді.
Әлгі суретті салуға көп еңбек сіңіруім және бұған өкінбейтінім сондықтан. Мүмкін сіз анау баобабтарды бейнелеген суреттей елеулі суреттер бұл кітапқа неліктен жоқ деп сұрарсыз. Жауабы оңай. Мен тырысып бақтым, бірақ қолымнан еш нәрсе келмеді. Ал баобабтарды салғанда бұл суреттің аса маңызды да қажетті екенін ұқтым. Бұл ұғым маған шабыт берді. Уа, кішкентай шахзада, сенің өміріңнің қасіретті де сұрқай екенін түсіне бастағандаймын. Ұзақ уақыт бойында сенің ермегің біреу-ақ еді. Сен кешкі арайды қызықтаушы едің. Бұл жайында мен сенімен танысқаннан кейін 4-ші күні таңертең білгемді. Сен былай деп едің: мен өте-мөте кешкі арайды сүйем. Жүр, күннің қалай батқанын көрейік. Қоя тұр, біраз күтуге тура келеді дегенмен. Нені күтеміз? Күннің батуын күтеміз. Әуелі сен аң-таң боп қалдың, сосын өзіңе өзің күліп, мен өзімді ұдайы өз үйімдегідей сезінемін дегенсің. Шынында да солай. Америкада шаңқай түс шалқып тұрғанда Францияда күн ұясына қонатын жұрттың бәрі білет. Егер көзді ашып жұмғанша Францияға барып қайтуға болатын болса, күннің батуын қызықтау қолдан келер еді. Амал нешік, Франция өте алыс. Ал сенің планетаңда орындықты бірнеше адым ысырудың өзі жеткілікті. Сөйтіп көңілің соқса, сен күні батқан арайлы аспанға қайта-қайта көз тігуші едің. Бір күні мен күннің 43 рет батқанын көрдім. Осы сөзге біраздан кейін мынаны жалғағансың. Білесің бе, көңіл күйзелгенде күннің қонақтағанына қарап тұрған жақсы болады. Ендеше күннің 43 рет батқанын көрген күні көңілің тым жүдеу болған екен ғой. Кішкентай шахзада жауап қайырмады. 5-ші күні баяғы қошақанның арқасында кішкентай шахзаданың құпиясын біліп қойдым. Үнсіз ұзақ ойланыстың нәтижесіндей ол кіріспе сөзсіз күтпеген жерден: қошақан бұтаны қаужаса, гүлді де жейді ғой шамасы деп сұрады. Ілінгенді жей береді. Тікенегі бар гүлді де жей ме? Иә, тікенегі барында жейді. Онда тікенектің керегі не? Бұны мен білмедім. Мен аса жұмыспас дедім. Мотордың бір тетігі қажалып қалып, мен соны алмастырмақ боп жатқанмын да. Халім мүшкіл, көңіл құлазулы. Су болса таусылған. Сахараға лашсыз қонуымның арты апатпен тынама деп қорқа бастадым. Тікенектің керегі не? Кішкентай шахзада қасарысып, сұрауының жауабын алмай тынбайтын. Қажалған тетік менің титығымды құртты да, аузыма түскен сөзді айта салдым. Гүлге тікенектің ешқандай керегі жоқ. Әншейін долылықпен өсіреді. Солай де. Үндеспей қалыстық. Біраздан кейін ашулануға жуықтады. Мен саған сенбеймін. Гүл болса әлсіз, әрі қайырымды. Сондықтан да батырлыққа қарай талпынады. Тікенек өссе өзгелер одан қаймығат деп ойлайды. Мен жауап қатпадым. Ол минуттегі ойым басқада еді. Егер мына тетік кері бұрағанға көнбесе, балғамен қойып қап пәршесін шығарам. Кішкентай шахзада менің ойымды қайта бөлді. Сен қалай ойлайсың, гүл нетіп? Қойш, мен түкті ойламайым. Мен саған ойыма келгенін айта салдым. Жұмысымның елеулілігін өзіңде көріп тұрсың. Ол маған таңырқай қарады. Елеулі жұмыс? Көпке дейін қарады да тұрды. Қолымда балға, үсті басым май-май. Еңкіштеніп бұрап шығара алмай жатқан тетігім балаға жексұрын көрінді. Сен үлкендерше сөйледің, деді бала. Мен өзімнен өзім қысылдым. Ал бала болса аяусыз сөзін жалғады. Сен бәрін шатыстырып жібердің, еш нәрсеге түсінбейсің. Кішкентай шахзада кәдімгідей ашуланды. Басын сілкіп тастағанда алтын шашы желмен желбіреді. Мен бір планетаны білем. Онда беті қызыл бір мырза тіршілік құрады. Ол өмір бойы гүл иіскеп көрген емес. Жұлдызға да қараған емес. Ешқашан ешбір жанды сүймеген. Ешқашанда еш нәрсе істемеген. Оның жұмысы цифрлары түзу ғана. Ертеден кешке дейін қақсайтыны: мен байсалды кісімін, мен байсалды кісімін. Дәл өзің сияқты. Мақтаныштан жарылып кете жаздайды. Ал шынтуайтқа келсек, ол кісі емес, ол саңырау құлақ. Не? Саңырау құлақ. Кішкентай шахзада тіпті ызадан боп-боз боп кетті. Миллион жылдар гүлде тікенек өседі. Миллион жылдар қошақандар гүл жеуін қойған емес. Егер тікенектен ешқандай пайда болмайтын болса, оны өсіруге гүл неге құштар?
Осыны түсіну елеулі жұмыс болмағаны ма? Қошақандар мен гүлдер өзара арпалысатынын білу соншама мәнсіздік пе? Беті қызыл мырзаның есеп қисабынан гөрі осылар елеулірек те мәндірек те емес пе? Бүкіл әлемде менің планетамда ғана өсетін жалғыз гүлді арайлы бір таңда кішкентай қошақан жалмап қойса, сөйтіп өзінің нендей бүліншілік жасағанын білмесе, қалай болар еді? Осының бәрі сеніңше маңызды емес қой, ә? Кішкентай шахзада қызарып кетті. Содан кейін және сөйлей бастады. Көп миллион жұлдыздың бірде-біреуінде жоқ. Жалғыз, дара гүлді сүйе білсең, соның өзі жеткілікті. Аспанға көз тігіп жерде өзіңді бақытты сезінесің. Менің гүлім құлпырып тұрау деп ойлайсың. Ал егер сол гүлді қошақан жалмап қойса, жұлдыздардың бәрі бірден өшіп қалғанға тең болар еді. Осы да сеніңше маңызсыз ғой, ә? Кішкентай шахзада сөйлей алмай қалды. Кенет жылап қоя берді. Ымырды үйірілді. Мен жұмысымды тастадым. Қырсыққан тетікпен балаға, шөлдеумен өзім менің күлкімді келтірді. Жер есімді менің планетамда, тіршілік планетасында, шыр айналған жұлдызда кішкентай шахзада жылауда. Оны уатуым керек еді. Мен оны қолмен көтеріп тілмен әлдилей бастадым. Мен оған, сен сүйетін гүлге қауіп қатер жоқ. Мен сенің қошақаныңа тұмылдырық суретін салам. Мен сенің гүлің үшін сауыттың суретін салам. Мен дей беріппін. Не айтқанымды жөнді түсінген де жоқпын. Өзімді сұмдық ыңғайсыз да қолайсыз сезіндім. Менің ауқымымнан сытылып шығып бара жатқан баланы қалай іркерімді, оны қалай шақырарымды білмедім. Көздің жасы көл болуға жаралған осынау ел соншалықты құпия да тосыр қаңқ еді. Көп замай мен бұл гүлді жақсы біліп алдым. Шахзаданың планетасында әртүрлі кішкене гүлдер өсетін. Жапырағы жартымсыз гүлдер орынды өте аз алып ешкімді мазаламасты. Азан сайын шешек атып кешке қарай сола берерді. Ал бұл гүлдің жөні бөлекті. Әлдеқайдан қаңғырып келген жалғыз ұрықтан пайда болған құйттай гүлден кішкентай шахзада көз алмас еді. Шөп шалам өсімдік атаулыға ұқсамайтын гүл осы еді. Мүмкін бұл баобабтың тосын бір түрі шығар. Бірақ осы бұтасымақ бойлап өсуден тез тыйылып, басы кәдімгі гүл байлай бастады. Кішкентай шахзада сірә бұрын мұншалықты үлкен гүл көрген еместі. Сондықтан кереметке кезігерін сезіне бастады. Жасыл бөлменің ішінде бүршік жарған ғайып мейман күн санап құлпыра бастады. Қанық бояуға ие бола берді. Жапырақ жара асықпай сәнденді. Шырмауықтай уыз сиқы болғысы келмеді. Сұлулықтың көркінде көлеңдемек болды. Бұл сұмдық тотияйынның өзі еді. Құпия әзірлік күн санап күшейе берді. Сөйтіп жүргенде бір күні таңертең шұғыла шалқарда жапырақтарында жайды. Осы минутқа әзірлік жолында есепсіз еңбек сіңірген сұлуыңыз есінеп былай деді. Амалсыз оянғанымды қараңызшы. Кешіре көріңіз, менің түрім ұйпалақтанып қалғандай. Кішкентай шахзада сүйінісін жасыра алмады. Сіз қандай әдемісіз? Рас па деген болмашы жауап естілді. Бағыңыз, мен күнмен бірге туғанмын. Кішкентай шахзада мейманның ұяңдыққа сараң екенін әрине байқады, бірақ оның есесіне жаныңды жадыратардай соншалықты әдемет. Көп замай керемет мейман былай деді. Таңертеңгі тамақ ішетін уақыт болған сияқты. Сіз мен туралы да қам жерсіз. Кішкентай шахзада қысылып қалды. Шәугімді тауып алып гүлге бұлақтың суын шашты. Көп замай гүл сұлудың тәкаппар да кінәмшіл екені байқалды. Кішкентай шахзада азапқа қалды. Гүл сұлудың 4 тікенегі барды. Бір күні ол былай деді. Жолбарыс декеш жолбарыс келсе де, тырнағынан қаймықпаймын. Менің планетамда жолбарыстар жортпайды, деді кішкентай шахзада. Оның үстіне жолбарыс шөп жемес болар. Мен шөп емеспін ғой, деді гүл ренжіп. Кешіре көріңіз. Жоқ, мен жолбарыстардан қорықпайым. Менің қатты қорқатыным азынақ жел. Сізде шымылдық жоқ па? Өсімдік те азынақ желден қорқады екен ау, бұл қалай деген ой келді кішкентай шахзадаға. Мына гүлдің мінезі қандай шатақ еді. Күн кешкіре мені қалпақпен жаба саларсыз. Бұл жер өте суық екен. Өте қолайсыз планета екен. Мен келген жақ басқаша. Гүл сұлу сөзін аяқтамады. Бұл жаққа ол о баста жалғыз дәнек күйінде келген ғой. Басқа әлемдер туралы не білсін. Оңай әшкере болатын жерде өтірік сөйлеу есуастық.
Гүл сұлу ұялыстапты. Сосын бірер жөтеліп те қойды. Ол кішкентай шағзада кінәсін сезсін деген оймен. Шымылдық қайда деді. Әкелуге ыңғайланып едім, сөзіңізді аяқтатпай қалай барармын? Гүл сұлу қаттырақ жөтелді. Бұнысы ұяттан азап шеге түссін дегені еді. Тамаша гүлді сүйе тұра, оған қызмет етуге қуанышты бола тұра, көп замай кішкентай шағзада іштей күдіктене бастады. Бос сөздерді жүрекке жуықтатқан кішкентай шағзада өзін бақытсыз сезіне бастады. Гүл сұлуға құлақ асуым бекер болды деді ол маған бір күні ағынан жарылып. Гүлдердің кеңесін ешқашан тыңдаудың керегі жоқ. Гүлге тек көз тігіп, хош иісін жұта беру керек. Менің гүлім бүкіл планетамды хош иіске толтырады. Ал мен соған қуана білмедім. Жолбарыстар мен әлгі тырнақтар туралы әңгіме кімге дәрі? Бұндай әңгімеге көңіл босаудың орнына қатулана бастадым. Және де ағынан жарылып жатыр. Ол кезде мен нені түсініппін? Сөзіне қарап емес, ісіне қарап бағалау керек еді. Гүл сұлу маған хош иісін сыйлады, менің өмірімді нұрландырды. Менің қашпауым керек еді. Бейнесіз қулық сұмдықтың, айла тәсілдің тасасынан нәзіктікті байқая білуге тиістедім. Гүлдер баянсыз ғой, бірақ мен тым жас едім, әлі сүйе білмейтін едім. Кішкентай шағзада көшпелі құстармен бірге сайрандауға бекінгенін ұққандаймын. Соңғы күні ертемен өзінің планетасын әдеттегіден гөрі ұқып тұрақ мұнтаздап қойды. Қолдан жасаған вулкандарын құнттап тазартты. Бұндай вулкан екеу еді. Оған таңертеңгілік тамақты жылытып ішуге өте оңтайлы да. Бұлардан тыс өшіп қалған және бір вулканы барды. Сақтықта қорлық жоқ дейді ол. Сондықтан ол өшіп қалған вулканды да тазартты. Вулкандарды мұқияттап тазаласаң, бұрқырап атылмай біркелкі жай жанады. Вулкан бұрқырап атылса, күйеге шейін жанатын пештің мұржасындағы өртке тең. Әрине, біздер жер бетіндегі жандар тым кішіміз, сондықтан да табиғи вулкандарды тазарта алмаймыз. Вулканның көп бақытсыздыққа душар ететіні де сондықтан. Кішкентай шағзада шамалы мұңды күйде баобабтардың соңғы сабақтарын жұлып тастады. Сірәді қайтып ораламын деп ойламаған. Бірақ сол бір таңдағы үйреншікті жұмыс ерекше рақатқа батырған еді. Ал осының үстіне белгілі керемет гүлге ең соңғы рет су шашып, оны қалпақпен жауып қоюға ыңғайланғанда, қимастықтан жыларманға келді. Қош бол, деді ол. Гүл сұлу үнсіз қалды. Қош бол, деді кішкентай шағзада сөзін қайталап. Гүл сұлу жөтелді, бірақ тұмаудан жөтелген жоқ еді. Мен аңғал екенмін, деді ақыры гүл сұлу. Кешір, бақытқа ұмтыл. Ол кінәлаған жоқ. Кішкентай шағзада қайран қалды. Қолында шыны қалпағы, қысылып қымтырылып дегендейін, не қыларын білмей қалшиды да қалды. Гүлге соншалық ұяң нәзіктік қайдан пайда болған? Я, мен сені жақсы көремін деген сөз келді кішкентай шағзаданың құлағына. Осыны білмеген менің кінәм бар. Бұнда тұрған мән де жоқ. Сенің өзіңде мен сияқты аңғалсың. Бақытты болуыңды тілеймін. Қалпақты таста. Маған оның енді қажеті жоқ. Желді қайтесің? Менің тұмауым шамалы. Түнгі таза ауа сауықтырады. Мен гүлмін ғой. Аңдарды, құрт, құмырсқаларды қайтесің? Көбелектермен танысқым келсе, құмырсқа белдің 2-3 шымшығанына сыр бере қоймаспын. Көбелектер сірә әдемі болуға керек. Маған келіп кетіп тұратын кім бар? Сен шалғайға кетесің ғой, ал үлкен аңдардан мен қорықпаймын. Менің де тырнақтарым бар. Қалтарысқа қырсыз гүл сұлу өзінің баяғы 4 тікенегін көрсетті. Одан кейін былай деді. Қарайлайтын несі бар? Тыйтық құрыды ғой. Кеткін келген екен, құры. Гүл сұлу өзінің жылап тұрғанын кішкентай шағзадаға көрсеткісі келмеді. Бұл асқан тәкаппар гүл еді. Кішкентай шағзаданың планетасына 325, 326, 327, 328, 329 және 330 астероидтар бәрінен де жуық еді. Сондықтан да кішкентай шағзада әуелі осыларға бармақ болды. Әйтеуір бір нәрсемен шұғылдану керек қой, бірдеңе үйрену керек қой. Бірінші астероидта король тұратын. Тотығыспен құндыздай құлпырған сәнді киімге бөленген король тақта отыр еді. Тақтың аты тақ, қарапайымдылығының өзінде ұлылық барды. Міне, мүриттің өзі келді деді насаттанды король кішкентай шағзаданы көрісімен.
Мені қалай таниды деген ой келді кішкентай шахзадаға. Мені бірінші көруі ғой. Кішкентай шахзада корольдердің әлемге тым қара дүрсін қарайтынын білмеген. Корольдер үшін жұрттың бәрі мүрит. Бері кел, тұлғаңды түгел көргім келеді, деді король. Әлдегімдер үшін корольдік құралатыннан сезінген ол сұмдық менмен кейіпте еді. Кішкентай шахзада отырар жер бар мекен деп жан-жағына қарады. Тамаша құндыз ішігі планетаны түгел жауып тұрғандай. Баланың түрегеп тұруына тура келді, ал ол қатты шаршаулы еді. Ойда жоқта есінемесі бар ма? Патшаның алдында есінемес болар, деді король. Саған есінеуге тыйым саламын. Қапылыстық болды, деп жауап қайырды сасып қалған кішкентай шахзада. Ұзақ жол жүріп ұйқыдан қағылған едім. Олай болса есінеуге бұйырам, деді король. Пенденің есінегенін көрмегеніме көп жылдар болды. Бұның айта берсең қызық екен. Ал есіне, менің әмірім осы. Мен ұяламын, есінеуге шама жоқ, деді кішкентай шахзада қызарып. Олай болса, саған есінеуге немесе нетуге бұйырамын. Король шатысты, шамалы ашуланғандай да. Король үшін ең маңызды нәрсе оған сөзсіз бас ию ғой. Бағынбаушылыққа ол төзбейді. Шек қойылмас шексіз патшаның өзі. Ол аса қайырымды да, сондықтан парасатты бұйрықтар ғана беретін. Егер мен өз генералыма теңіз шағылысына айнал десем, генерал менің әмірімді орындамаса, бұған ол айыпты емес, мен айыпты деуші еді патша. Менің отыруыма бола ма, деп сұрады кішкентай шахзада майысып. Бұйырамын, отыр, деп король құндыз ішігінің мол етегін жинады. Бірақ кішкентай шахзада аң-таң еді. Планетасы құйттаяқ. Бұл король нені басқарады? Ұлы мәртебелі тақсыр, сізден бір нәрсе жайында сұрауға болар ма екен, деді кішкентай шахзада. Бұйырамын, сұра, деді король жалма-жан. Ұлы мәртебелі тақсыр, сіз нені басқарасыз? Бәрін басқарам, деді король. Бәрін? Король қолымен өзінің планетасын, сонымен қатар басқа планеталар мен жұлдыздарды да нұсқады. Осының бәрін сіз басқарасыз ба, деп кішкентай шахзада қайта сұрады. Иә, деп жауап қатты король. Бүйдейтін себебі шек қойылу мен шекара атаулыны білмейтін бұл патша билікті өз қолына түгел алған адам еді. Жұлдыздар да сізге бағына ма, деп сұрады кішкентай шахзада. Әлбетте, деп жауап қатты король. Жұлдыздар қас қаққанша бас ет, бағынбай көрсін. Кішкентай шахзада қатты сүйсінді. Шіркін, ол осындай құдіретке ие болар ме еді? Ондай күн туса, кешкі арайды күніне 43 мәрте қызықтамай, 72 мәрте, мүмкін 100, тіпті 200 мәрте қызықтар еді. Және орындықты бір жерден екінші жерге ауыстырудың да қажеті болмас еді. Кішкентай шахзада тастап кеткен планетасын еске алып, қайтадан мұңға шомды. Тәуекелге басып корольге бүйдеді. Күннің батуына көз тіккім келеді. Рақым етіңізші, күнге ұясына қонуға бұйырыңызшы. Егер мен әлде бір генералға көбелек боп ұшып, гүлден гүлге қон десем, немесе трагедия жазып шығар десем, жоқ болмаса теңіз шағаласына айнал десем, ал генерал менің бұйрығымды орындамаса, осыған айыпты кім болады? Ол ма әлде мен бе? Сіз ұлы мәртебелі тақсыр, деп жауап қайырды кішкентай шахзада ойланбастан. Өте дұрыс, деп қуаттады король. Әркімнің қолынан келетінін талап ету керек. Өкімет билігі ең алдымен парасатқа басисын. Егер сен өз халқыңа теңізге қойып кет десең, халық революция жасайды. Мен бағынушылықты талап етем, өйткені менің әмірім парасатты. Ау, күнді ұясына қондыру жайы қалай боп кетті, деп ескертті кішкентай шахзада. Бірдеңенің жайын сұрай қалса, жауапқа қанғанша тынышталмайтыны барды. Күннің батуында көресің. Ұясына қонуын талап етем. Бірақ әуелі қолайлы жағдайдың тууын күтемін. Хакімнің данышпандығы да осында. Қолайлы жағдай қашан туар екен, деді кішкентай шахзада. Король қалың календарды аударыста бастады. Бұл болады ки. Бүгін кешкі сағат 7-ден 40 минут өткенде күн батады. Сол уақытта менің әмірімнің екі болмайтынына көзің жетеді. Кішкентай шахзада есінеді. Қалаған кезіңде күннің бата қоймайтыны жаман екенде. Шыны керек қой, кішкентай шахзада зереге бастады.
Кетер уақытым болды, деді ол корольге. Бұнда меністер іс жоқ. Қал, деді король. Мүриттің кездескенде тым мақтаныш деді. Одан айырылғысы да жоқ еді. Қал, мен сені министр етіп тағайындаймын. Ненің министрі? Мәселен, заң министр етсем. Бұл жерде соттайтын ешкім жоқ қой. Кім білет, деді король қарсыласып. Мен корольдігіме қарастың бәрін әлі қарап шыққам жоқ. Мен асқынған кәрімін. Күймемен жүруге орын жетпейді, ал жаяу жүрсең шаршайсың. Кішкентай шахзада еңкейіп, планетаның екінші жағына бір қарап қойды. Мен қарап едім ғой, деді ол насаттанып. Ол жағында ешкім жоқ. Олай болса, өзіңді өзің сотта, деді король. Ең қиыны осы. Өзгелерді соттаудан гөрі өзіңді соттау қиынырақ. Егер өзіңді өзің дұрыстап соттай білсең, сенің нағыз данышпан болғаның. Қайда болса да мен өзімді өзім соттай аламын, деді кішкентай шахзада. Бұл үшін сізде қалуым шарт емес. Деп бір қойды король. Менің планетамның бір бұрышында кәрі тышқан бар сияқты еді. Түнде тықырын естейм. Сол кәрі тышқанды соттайсың. Оқтын өлім жазасына кесе бер. Тышқанның тіршілігі саған тәуелді. Алайда әр уақыт кешірім беріп тұруың да керек. Бізде жап-жалғыз болғандықтан кәрі тышқанды сақтау жөн. Өлім жазасына кесуді ұнатпаушы едім, деді кішкентай шахзада. Оның бер жағында менің жөнелер уақытымда болды. Жоқ, болған жоқ, деп қарсыласты король. Кішкентай шахзада жолға қамданып еді. Сөйте тұра кәрі патшаның көңілін қалдырғысы келмеді. Сіздің ұлы мәртебеңізге лайық бұйрықтарыңыз бұлжымай орындалсын десеңіз, маған ақылға сиятын әмір беруіңіз керек еді, деді кішкентай шахзада. Мәселен, сіз маған титтей де кідірместей жолға шығуға бұйырсаңыз болатын еді. Бұған қолайлы жағдай әбден толық сияқты. Король үн қатпады. Кішкентай шахзада неғыларын білмей біраз тұрып қалды да күрсінді. Содан кейін жолға шықты. Сені елші етіп тағайындадым, деп король оның артынан асығыс сайғайлап жатты. Корольдің түрі қарсылық атаулыға төзбестей еді. Осы үлкендердің өзі қызық халық екен, деді кішкентай шахзада жолай бара жатып. Екінші планетада бақ құмар тұрушы еді. О, табынушы келді, деді ол сүйсініп. Анандай жерден кішкентай шахзаданы көріп. Бақ құмар адамдар өздеріне жұрт түгел сүйсінет деп ойлайды ғой. Қайырлы күн, деді кішкентай шахзада. Қалпағыңыз қандай қызық еді. Ізет үшін керек қалпақ, деді бақ құмар. Маған жұрт жапырыла сәлем бергенде иілуім керек қой. Бақытсыздыққа қарай бұл жерге ешкім келмейді. Солай ма, деп міңгірледі кішкентай шахзада. Ол өзі еш нәрсе түсінбеген. Қол шапалақташы, деді бақ құмар. Кішкентай шахзада қол шапалақтады. Бақ құмар басынан қалпағын алып төмен иілді. Бұл жерде кәрі корольдегіден гөрі көңілдірек екен деп ойлады кішкентай шахзада. Және де қол шапалақтай бастады. Ал бақ құмар болса қалпағын алып тағы да иілді. Дәл осылайша қимылдар 5 минуттай қайталанды да тұрды. Бұдан кішкентай шахзаданың іші пысты. Қалпақ жерге түсу үшін не істеу керек, деді ол. Бақ құмар естімеді. Атақшыл адамдар мақтау сөзден басқаға құлақ аспайды. Сен шынында да маған табынушымысың, деп сұрады ол кішкентай шахзададан. Табынуы қалай? Табынудың мәнісі бұл планетада менің жұрттың бәрінен көркем, бәрінен сәнді, бәрінен бай және бәрінен ақылды екенімді мойындау. Ойбай-ау, бұл планетада бізден басқа тірі жан жоқ қой. Қойш, көңілімді аулай салсаңшы, маған сүйсіне берсеңші. Мен сүйсінемін, деді кішкентай шахзада иығын болмашы қозғап. Бірақ бұдан нендей қуаныш табасың? Сөйтіп ол бақ құмардан да тайып тұрды. Осы үлкендердің өзі тым қызық кісілер ғой, деп ойлады ол жолай бара жатып. Және бір планетада маскүнем тұратын еді. Кішкентай шахзада онда көп болмады, көңілдің хошынан айырылды. Кішкентай шахзада осы планетаға келгенде маскүнеміңіз ішкілікке толы шынылардың самсаған сарбаздарына көз салып үнсіз отырған. Сен не істеп отырсың, деп сұрады кішкентай шахзада. Ішіп отырмын, деді маскүнем түнеріп. Неге ішесің? Ұмыту үшін. Нені ұмыту үшін, деп сұрады. Кішкентай шахзаданың оған жаны ашыды. Ұялатынымды ұмытқым келеді, деп маскүнем ағынан жарылды. Басы төмен салбырап кетті. Сен неден ұяласың, деді кішкентай шахзада бейшараға демеу болғысы келіп кетті.
Ішуден ұяламын деп түсіндірді Маскүнем. Осыдан кейін жұмған аузын ашпады. Осымен кішкентай шағзадаңыз тағы да жолға шықты. Құты қашып, мең-зең боп бара жатты. Иә, үлкендер күмән жоқ. Жатырқау мінезді жандар ғой, деді ол, жолай бара жатып. 4-ші планетаны істің адамы билейтін еді. Жұмыс бастылығы сонша кішкентай шағзада келгенде басында көтермеді. Қайырлы күн, деді оған кішкентай шағзада. Шылымыңыз сөніп қалыпты. 3-те 2 5, 5-те 7 12, 12-де 3 15. Қайырлы күн. 15-те 7 22, 22-де 6 28. Сіріңке тұтатуға мұрша жоқ. 26-да 5 31. Бәрін қосқанда болады екен. 501.622.731. 500 миллионыңыз не? Сен мұнда ме едің? 500 миллион не екен де білмеймін. Жұмысым сондай көп. Мен байсалды кісімін. Мылжыңдасуға уақытым жоқ. 2-де 5 7. 500 миллионыңыз не, деп кішкентай шағзада қайта сұрады. Әлде бір нәрсе жайында сұрай қалса жауапқа қанбай тынбаушы еді. Істің адамы басын көтерді. Осы планетада тұрғаныма 54 жылдың жүзі болды. Осы уақыттың ішінде менің көңілімді 3 рет бөлді. Бірінші рет бұдан 22 жыл бұрын әлдеқайдан қаңғырып көктемнің қоңызы келген. Қоңыздың ызыңы құлақты шошытып, мен есеп-қисаптан 4 қате жібердім. Екінші рет бұдан 1 жыл бұрын жел ауруы ұстап талып қалдым. Өне бойым мелшиюдің қырсығы еді. Сейіл құруға уақытым жоқ. Мен байсалды кісімін. 3-ші рет, сонымен бәрін қосқанда болады ки 500 миллион. Ненің миллиондары? Істің адамы жауап бермей құтылмасын ұқты. Кей кезде әуеде көрінетін анау кішкентай нәрселердің 500 миллионы. Шыбын шіркерлер ғой шамасы. Жоқ, жылт-жылт ететін титімдей нәрселер. Бал арасы ма? Жоға, сондай кішкентай алтынмен апталғандай. Оны көргенде жалқаудың жалқауы арманға талпынады. Мен болсам байсалды кісімін, армандауға мұршам жоқ. Жұлдыздар ме еді? Таптың, жұлдыздың өзі. 500 миллион жұлдыз? Оны мен не істейсің? 501.622.731. Мен байсалды кісімін, дәлдікті ұнатам. Осы жұлдыздардың бәрі мен не істейсің? Не істеймін? Еш нәрсе істемейм. Мен олардың иесімін. Жұлдыздардың иесімісің? Мен бір корольге жолығып едім, корольдардың иелігінде еш нәрсе жоқ. Олар тек билеп төстейді. Бұл істің мәні басқа. Жұлдыздарды иемденудің саған керегі не? Бай болу үшін керек. Байлықтың керегі не? Әлдекімдер жаңадан ашқан жаңа жұлдыздарды сатып алу үшін керек. Бұның өз сонау Маскүнем сияқты ойлайды екен, деді кішкентай шағзада ішінен. Сөйтті де және сұрай бастады. Жұлдыздарды қалайша иемденуге болады? Кімнің жұлдыздарын айтасың, деп Пайдагүнем күңк етті. Білмейм, ешкімдікі де емес. Демек менікі болғаны, өйткені осыны бірінші ойлап тапқанмын. Сол жеткілікті ме? Әрине, егер сен иесі жоқ алмас тапсаң, меншіктенесің. Егер сен иесіз арал тапсаң, иемденесің. Егер сенің басыңа жаңа идея келсе, өзіңдік етіп меншік құрасың. Мен жұлдыздардың иесімін. Неге десең, маған дейін жұлдызды меншікті ешкімнің ойына келмеген. Бұның дұрыс екен, деді кішкентай шағзада. Дегенмен жұлдыздарды не істейсің? Білмеймін, деді Пайдагүнем. Санайым, қайтадан санайым. Бұл өте қиын. Мен байсалды кісімін. Алайда бұған кішкентай шағзада қанағаттанбады. Егер менің жібек орамалым болса, қайда барсам мойныма орауға ықтиярлымын, деді кішкентай шағзада. Егер менің гүлім болса, үзіп алып кетуге ықтиярлымын. Ал сен жұлдызды алып кете алмайсың ғой. Жоқ, жұлдыздарды банкке салып қоюыма болады. Қалайша? Былайша, мендегі жұлдыздардың нешеу екенін қағазға түсірем. Сосын жазулы қағазды жәшікке салып, жәшікті кілттеп қоямын. Бары сол ма? Соның өзі жетеді. Қызық, деп ойлады кішкентай шағзада. Айта берсең әдемі жырдай.
Бірақ осының бәрі соншалықты елеулі нәрсе емес. Елеулі нәрсе не? Елеусіз нәрсе не? Мұны кішкентай шағзада үлкендерден мүлдем басқаша, өзінше түсінеді. Менің гүлім бар, деді ол. Күн сайын ертеңгілікте мен оған су шашам. Менің 3 вулканым бар, апта сайын тазалап тұрам. 3-еуін де тазалайым. Біреуі сөніп қалған еді, оны да тазалайым. Сақтықта қорлық жоқ. Вулкандарыма да, гүліме де менің меншіктеуім пайдалы. Ал жұлдыздарға сенен ешқандай пайда жоқ. Істің адамы аузын ашып аңырып қалды. Кішкентай шағзада болса тағы да жолға шықты. Жоқ, үлкендер шынында да таңданыс тудыратын жандар ғой, деді ол қалтарыссыз жолай бара жатып. 5-ші планета өте қызғылық, деді. Бәрінен кіші планета боп шықты. Ондағы бар нәрсе шырағдан мен шырақшы. Үйлері жоқ, тұрғындары жоқ, құттай ғана планетада шырағдан мен шырақшының неге қажет екенін кішкентай шағзада түсіне алмай ақ қойды. Дегенмен мынадай ой кетті. Мүмкін бұл адам есуас шығар. Бірақ бұл дәл анау корольдей, баққұмардай, пайдакүнем мен маскүнемдей есуас емес. Бұның жұмысында азынаулақ мәні бар. Шырағдан жаққанда жаңадан жұлдыз туғандай, немесе жаңадан гүл өскендей әсер аласың. Ал шырағданды сөндіргенде жұлдыз немесе гүл ұйықтап кеткендей болады. Тамаша кәсіп. Бұл шын мәнінде пайдалы, өйткені мұнда сұлулық бар. Кішкентай шағзада құйттай планетаның деңгейіне келді де, шырақшыға тағзым етті. Қайырлы күн, деді ол. Шырағданыңды неге өшірдің? Келісім солай, деді шырақшы. Қайырлы күн. Қандай келісім? Шырағданды сөндірудің келісімі. Қайырлы кеш. Ол шырағданды қайта жақты. Неге қайтадан жақтың? Келісім солай, деп жауап берді шырақшы. Түсінбедім, деді кішкентай шағзада. Түсінетін түгі де жоқ, деді шырақшы. Келісімнің аты келісім. Қайырлы күн. Сөйтті де шырағданды өшірді. Қызыл жолақ орамалмен маңдайының терін сүртіп жатып былай деді. Менің кәсібім ауыр. Бір кезде мағынасы болған. Шырағданды таңертең өшіріп, кешке қайтадан жағатынмын. Тыныстау үшін күн, ұйқыны қандыру үшін түн жеткілік деді. Кейін немесе келісім өзгерді ме? Келісім өзгерген жоқ, деді шырақшы. Бірақ пәленің өзі осында. Менің планетам жылдан жылға жылдам айналатын болып барады. Ал келісім бұрынғы қалпынан айнымайды. Енді не күйде, деп сұрады кішкентай шағзада. Не күйде дері бар ма? Планета минутында толық айналып шығады. 1 секундта тыныс алуға мұрша жоқ. Минут сайын шырағданды сөндіріп қайта жағам. Бұл қызық екен. Демек сенің күнің небәрі 1-ақ минутқа созылғаны ғой. Бұнда тұрған ешқандай қызық жоқ, деді шырақшы жықтырмай. Сенімен біздің әңгімелескенімізге 1 ай болды. 1 ай? Иә, 30 минут, 30 күн. Қайырлы кеш. Ол шырағданды қайта тұтатты. Кішкентай шағзада шырақшыға қарады. Сөзінде тұратын бұл кісі оған ұнай бастады. Кішкентай шағзада күннің батуына көз тігу үшін орындықты бір жерден екінші жерге ауыстыратын кезін еске түсірді. Сол мұң екен, мына досқа сеп тигізгісі келді. Бері қара, деді ол шырақшыға. Қалаған уағыңда демалудың тәсілін білемін. Менің өне бойы демалғым келеді, деді шырақшы. Сөзінде тұрып ақ жалқау тартатындар бар ғой. Сенің планетаңның кішкентайлығы сонша, 3 қадам бассаң түгел аралап шығасың, деді кішкентай шағзада. Солай болған соң үнемі күннің көзіне қарарлықтай жылдамдықпен жүруің керек. Демалғың келгенде демалыссыз жүре бер. Сөйткенде күннің қалағаныңша созылады. Бұдан маған келер пайда шамалы, деді шырақшы. Дүниеде менің жақсы көретінім ұйқы. Онда саған қиын екен, деді кішкентай шағзада жаны ашып. Маған қиын, деп құптады шырақшы. Қайырлы күн. Сөйтті де шырағданды өшірді. Мынау адамнан, деді кішкентай шағзада, тағы да жолға шығып бара жатып. Мынау адамнан жұрттың бәрі король де, баққұмар да, маскүнем де, пайдакүнем де жеркенер еді. Ал дұрысына келгенде олардың ішіндегі жөндемі осы адам ғана. Мұның себебі мүмкін бұл адамның өзін ғана ойламауында шығар. Кішкентай шағзада күрсінді. Осы кісімен достасуыма болатын екен, деп ойлады ол. Және де, әттең, бұның планетасы құйтымдай. 2 адамға орын жоқ. Бұл планетада 24 сағаттың ішінде күннің батуын 1440 рет қызықтауға болатын еді. Сол себепті де осынау ғажап планета туралы көбірек өкінетінін
кішкентай шахзаданың мойындауға зауқы соқпады. 6-шы планета кешегі планетаға қарағанда 10 есе үлкен еді. Бұнда қалың кітап жазатын шал тұратын. «Мынаны қара, саяхатшының өзі келді» деп жайраңдады ол кішкентай шахзаданы көрісімен. Кішкентай шахзада ентігін басу үшін столға отырды. Көп саяхаттап шаршап қапты. «Сен қайдан келдің?» деп сұрады шал. «Мынау нән кітап не?» деп сұрады кішкентай шахзада. «Бұл арада не істеп жүрсіз?» «Мен географпын» деді шал. «Географ деген не?» «Ол теңіздердің, өзендердің, қалалардың, таулар мен жапан дүздердің қайда екенін білетін ғалым». «Неткен қызық» деді кішкентай шахзада. «Істің нағызы осы да». Сөйді де ол географтың планетасын көзбен шолып шықты. Бұрын ол мұншалықты үлкен планетаны көрген еместі. «Сіздің планета өте әдемі екен» деді ол. «Мұхиттарыңыз бар ма?» «Одан хабарсызбын» деді географ. «Қалалар, өзендер, жапан түздерші?» «Бұдан да хабарсызбын». Сіз географ емессіз бе?» «Гәп сонда» деді шал. «Мен саяхатшы емеспін, географпын. Маған саяхатшылардың жетіспейтіні сұмдық. Қалалардың, өзендердің, таулардың, теңіздердің, мұхиттар мен жапан түздердің есебін географтар жүргізбес болар. Географ тым маңғаз кісі, оның серуендеуге уақыты жоқ. Ол өзінің кабинетінен шықпайды. Бірақ ол өзінде саяхатшыларды қабылдап, айтқан әңгімелерін жазып алады. Мүбәда біреу қызғылықты гәп шертсе, осы саяхатшының түзу адам екенін білу үшін географ анықтамалар сұратып, тексеріс жасайды. Оның қажеті не? Саяхатшы жалған сөйлесе, географияның оқулықтарында әмбесі шатасып кетеді ғой. Ал егер саяхатшы ішкіш болса, бұл да бәле. Себебі маскүнемдердің көзіне сыңар нәрсе егіз боп көрінеді. Соның қырсығынан географ табиғатта бар бір тауды екеу етіп жазып қояды. «Мен бір кісіні білуші едім. Одан жақсы саяхатшы шықпайтын сияқты» деді кішкентай шахзада. «Бек мүмкін. Егер ол саяхатшы түзу адам боп шықса, сонда ғана оның ашқан жаңалығын тексереді». «Қалайша тексереді? Аяқпен барып көзбен көре ме?» Жоқ, ол өзі өте қиын нәрсе. Саяхатшының дәлел тапсыруымен тынады. Мәселен, саяхатшы асқар тау тапса, үлкен тастар әкелуі шарт. Осыны айтты да географ кенет толқи бастады. «Сенің өзіңде саяхатшысың ғой. Сен бір қиырдан келдің. Өз планетаң жөнінде әңгіме шерт». Географ рабайсыз қалың кітабын ашты, қарындашын ұштады. Саяхатшылардың айтқан әңгімесін әуелі қарындашпен жазып алар болар. Саяхатшы дәлелін табыс еткеннен кейін ғана оның әңгімесін сиямен жазуға болады. «Сонымен, құлағым сенде» деді географ. «Менің ондағы көрген білгенім онша қызық демес» деп міңгірледі кішкентай шахзада. «Мендегінің бәрі тым кішкене. 3 вулканым бар, 2-і істейді, ал 3-сі әлдеқашан сөніп қалған. Алайда әледен не ұшырасарын кім білсін?» Не ұшырасарын білу қиын» деп құптады географ. «Менде гүл де бар». «Гүлдерді біз қағазға түсірмейміз» деді географ. «Неге? Ең әдемі гүл ет». «Неге десең, гүлдер өткінші». «Өткіншісі қалай?» «Географиялық кітаптар әлемдегі ең қымбатты кітаптар» деп түсіндірді географ. «Ешқашанда ескірмейді. Таудың орнынан қозғалуы тым сирек болатын оқиға ғой. Мұхиттың тартылып қалуы да сондай. Біз мәңгілік өзгермес нәрселер жайында жазамыз». «Алайда сөнген вулканның оянуы мүмкін ғой» деді кішкентай шахзада географтың сөзін бөліп. «Өткінші дегеніміз не? Вулкан сөнді ме, немесе сөнген жоқ па, біздер үшін, географтар үшін бұның мәні жоқ» деді географ. «Мәнді біреу, тау өзгермейді». «Өткінші деген не?» деп сұрады кішкентай шахзада. Ол әлде бірдеңе жайында сұрай қалса, жауапқа қанбай тынышталмаушы еді. «Бұның мәнісі ұзамай жоқ болатын нәрсе деген сөз». «Сонда менің гүлім ұзамай жоқ болмақ па?» «Әрине». «Сұлуым менің, шаттығым менің мәңгілік емес екен. Пешенесіне біткені 4 тікенек қана екен. Сондайлық сорлы гүлді планетамда жалғыз қалдырып кеткенімді қарашы» деді кішкентай шахзада. Жетім қалған гүлі туралы бірінші рет өкінді. Бірақ көп ұзамай қайратқа қайта мінді. «Маған қайда сапар шегуге кеңес бересіз?» деп сұрады ол географтан. «Жер аталатын планетаға бар» деп жауап қатты географ. «Жердің даңқы жаман емес.
Осыдан кейін кішкентай шағзада жолға шықты, бірақ оның есі дерті жетім қалған гүлдей еді. Сонымен кішкентай шағзаданың келіп қонған 7-ші планетасы Жер еді. Жер әншейін планетаның бірі емес. Жер бетіндегі корольдің саны 111. Бұның ішінде әрине негр корольдері де бар. Географтың саны 7000, пайдакүнемнің саны 900 000. Бұдан тысқары 7,5 миллион маскүнемдер, 311 миллион баққұмарлары бар. Бәрін жинақтағанда үлкендердің саны 2 миллиард шамасында. Жердің ұлан байтақтығын сізге аңғарту үшін мынаны айтсам да жеткілікті. Электр шамы ойлап шығарылудан бұрын жер шарының әйгілі 6 бөлігінде шырақшылардың төмен қолы болған. Санағы 462.511 адам еді. Сырттай қарасаңыз, осының бәрі ғажап көріністі. Сол төмен қол бейне бір бишілердің өзіндей сара да ықшам қимылдаушы еді. Бірінші боп Жаңа Зеландия мен Австралияның шырақшылары өнер көрсеткен. Шырағданды тұтатып болған соң ұйқыға шомарды. Бұлардан кейінгі нәубет Қытайдың шырақшыларына кетті. Олар да машық биін билеп, шымылдықтың тасасына жасырынарды. Ендігі кезек Россия мен Индиядағы шырақшыларға келетін. Сосын Африка мен Еуропаға ауысатын. Бұдан соң Солтүстік Америкаға, одан Оңтүстік Америкаға жылыстайтын. Олардың бірде-біреуі қателесіп көрген емес. Бірде-біреуі сахнаға мезгілсіз шыққан емес. Солтүстік полюстегі шырақшы һәм оның оңтүстік полюстегі бауыры осы екі адам ғана тауқыметсіз абзал өмір сүреді. Олардың жыл тәулігінде өз ісімен 2-ақ рет шұғылдануына тура келді. Тапқырлықпен таңғалдырғың келгенде кейде суайттықты да қосып жібересің. Шырақшылар туралы әңгімелегенде шындықты шамалы бұрмаладым білем. Планетамызға қанық емес адамдар ол жайында қате түсінік алама деп қорқам. Адамдардың жер үстінде алатын орны соншалықты үлкен емес. Егер жер шарында тұратын 2 миллиард жан жиынға жиылғандай иін тіресіп, сығылысатын болса, ұзыны 20 миль, көлденеңі 20 миль кеңістікке сыйып кетереді. Үлкендер әрине сізге иланбайды. Олар алатын орнымыз өте үлкен деп ойлайды. Олар өздерін баобабтай алып санайды. Ал сіз ондайларға есепті анықтауға кеңес беріңізші. Бұндай кеңес ұнайды. Өйткені олар цифрды жанындай жақсы көреді. Сіздің өзіңіз уақытты есеп қисапқа шығысы етпеңіз. Бұның қажеті жоқ. Сіз бұнсыз да маған сенесіз. Сонымен кішкентай шағзада жерге келіп түскенде тірі жан көзіне ілінбейді. Бұған қайран қалды. Тіпті ол жаза басып басқа планетаның үстінен шықтым ба деп те қалды. Сөйтіп тұрғанында толған айдың сәулесі құмдаққа түсіп діріл қақты. Қайырлы кеш дей салды кішкентай шағзада. Қайырлы кеш деп жауап қатты жылан. Бұл тұрғаның қандай планета? Бұл жер, Африка деп жауап қатты жылан. Солай ма? Жер үстінде адамдар болмаушы ма еді? Бұл жапан түзде жан болмайды. Жер дегеніңіз үлкен. Кішкентай шағзада тасқа отырды да аспанға көз салды. Жұлдыздардың неге жылтырайтынын білгім келеді, деді ол ойға шомып. Әркім ертеме кешпе өз жұлдызын табу үшін жылтырайтын шығар. Қараш, тас төбемізде менің планетам тұр. Қаншама қиянда десеңші. Әдемі планета екен, деді жылан. Ал өзің бұнда жер бетінде не істемекшісің? Мен өзімнің гүліммен араздасып қалып едім, деді кішкентай шағзада ағынан жарылып. Солай ме? Екеуі де үндемей қалысты. Ау, адамдар қайда кеткен, деді кішкентай шағзада ақырында. Жапан түзде жалғызсырайды екенсің. Адамдардың арасында да жалғызсырауға болады, деді жылан жымысқыланып. Кішкентай шағзада жыланға баға қарап қалды. Сенің өзің қызық мақұлық екенсің. Қалжаң саусақтай ғана, деді кішкентай шағзада. Корольдің гөрі менің құдіретім күштірек, деп уәж айтты жылан. Кішкентай шағзада езу тартты. Қой, сен соншалықты құдіреттімісің? Керек десе сенде табанда жоқ. Саяхатта құра алмайсың. Мен сені жүрдек кемеден де алыс қалып кете аламын, деді жылан. Сөйтті де кішкентай шағзаданың бақайшығына алтын білезіктей оралып қалды. Кімдегім, мен тиіссем, ол адамды өзінің шыққан тегіне қара жерге қайтарамын, деді жылан. Бірақ сен пәк екенсің, әр көктегі жұлдыздан келген екенсің. Кішкентай шағзада үндемеді. Мен сені аяп тұрмын, деді жылан сөзін жалғап. Сұр тастай қатал осынау жер бетінде сен тым әлсізсің.
тастап кеткен планетаңды сағынып, өзегіңді өкініш өртеген күні айтарсың: сені құтқарам. Мен жақсақ түсіндім, деді кішкентай шағзада. Алайда сен неге ылғи жұмбақтап сөйлейсің? Жұмбақ атаулының шешуі менде, деді жылан. Екеуі де үндемей қалысты. Кішкентай шағзада жапан түзді кешіп өтті, тірі жан кездеспеді. Бұл уақыттың ішінде жалғыз шоқ гүл ғана ұшырасты. Кішкентай солғындау 3 тал ғана гүл еді. Армысың, деді оған кішкентай шағзада. Армысың, деп жауап қайырды оған гүл. Адамдар қайда, деп сұрады кішкентай шағзада ізетпен. Керуеннің көшіп бара жатқанын гүлдің бір мәрте көргені бар еді, сол есіне оралып. Адамдар ма? Иә, олар небәрі 6 яки 7 сияқты еді. Көп жыл бұрын көргемді. Енді қайдан іздеуді қайдан білейін. Жел айдап кетеді, олардың тамыры жоқ. Ал тамырсыздық өте ыңғайсыз. Қош бол, деді кішкентай шағзада. Қош бол, деді гүл. Кішкентай шағзада асқар тауға шықты. Өзінің тізесінен ғана келетін 3 вулканнан басқа бұрын сірә тау атаулыны көрген еместі. Сөніп қалған вулкан оған орындықтың орнына жүрген. Енді ол осыншалық биік таудың басынан бүкіл планетаны, барлық адамды бірден көремін ғой деп ойлаған. Бірақ қанжардай өткір инедей үшкір жартастарды ғана көрді. Қайырлы күн, дей салды ол. Қайырлы күн, деп жаңғырықты жартастар. Кімсіңдер, деп сұрады кішкентай шағзада. Кімсіңдер, деп жаңғырақ айталады жартастар. Дос болайық, мен жапа жалғызбын, деді кішкентай шағзада. Жалғыз, деп жаңғырықты жартастар. Қандайлық жат планета, деп ойлады кішкентай шағзада. Инедей шаншылған, кермектей қуарған бір нәрселер. Адамдарының қиялы қысқа, өзінің айтқаныңды қайталағаннан басқа білмейді. Сұлуым менің, шаттығым менің, үйде қалған қайран гүлім-ай, бірінші боп өзің тіл қатушы едің-ау. Кішкентай шағзада құмшауыт түзді кешіп, қарлы құздардан өтіп ұзақ жүрген. Ақырында жолдың үстінен шықты. Ал жол атаулы адам мекеніне алып баратыны белгілі. Қайырлы күн, деді кішкентай шағзада. Ол райхан гүлі құлпырған баққа кезіккен еді. Қайырлы күн, десті райхан гүлдер жамырай. Кішкентай шағзада осынау гүлдердің қиянда қалған өз гүліне ұқсастығын аңғарды. Сендер кімсіңдер, деді кішкентай шағзада таңданып. Біз райхан гүліміз, десті гүлдер. Солай ма, деп міңгірледі кішкентай шағзада. Сол мүңекен өзін өте бақытсыздай сезінді. Оның гүл сұлуы жалпақ жаһанда өзіме тең келетін гүл жоқ деуші еді. Енді басқа бір бақтың ішінде одан кем соқпайтын 5000 гүл тұр. Осының бәрін көрсе менің сұлуым ыза болар еді, деп ойлады кішкентай шағзада. Сұлуым сұмдық жөтеліп қалар еді. Күлкіге ұшырамас үшін өлуге әзірлігінде байқатар еді. Мен болсам сырқатты күткендей бәйек болар едім. Әйтпесе тәкаппар сұлуым мені де қорлай кету үшін шыннан өліп қалар еді. Бұдан кейінгі шағзаданың басына келген ой: дүние жүзінде еш жерде, ешкімде жоқ дара гүл менің меншігімде деп ойлап жүрсем, менікі кәдімгі райхан ғана гүл екен ғой. Менде бары қарапайым райхан, және бойы тілерсегімдей ақ 3 вулкан ғана. Оның да біреуі сөнген. Мүмкін мәңгі бақи сөнген шығар. Осыдан кейін менің шағзадалығым қайсы? Шөпке аунап жылады. Сол арада түлкінің жетіп келмесі бар ма? Армысың, деді түлкі. Армысың, деді кішкентай шағзада ізетпен. Сөйтті де жан-жағына қарады, бірақ ешкім жоқ еді. Мен мұндамын, деген дауыс шықты. Алмағаштың түбіндемін. Сен кімсің, деп сұрады кішкентай шағзада. Қандай сұлусың? Мен түлкімін, деді түлкінің өзі. Менімен ойнашы, деді кішкентай шағзада. Сұмдық жабығып жүрмін. Сенімен ойнай алмайым, деді түлкі. Мені машықтандырмаған. Онда кешір, деді кішкентай шағзада. Дегенмен ойланып қалды. Ақырында машықтандырмадыңның мәнісі не, деп сұрады. Сен бұл аралық емессің, деп бір қойды түлкі. Бұл арада не істеп жүрсің? Адамдарды іздеп жүрмін, деді кішкентай шағзада. Мен достарды іздеп жүрмін. Дегенмен машықтандырмадыңның мәнісін түсіндірсең қайтеді? Адамдардың мылтығы бар, аңға шығады. Мұның өзі тым келісімсіз. Олар тауықта өсіреді,
Олардың жақсылығы да осында. Сен тауық іздеп жүрген жоқсың ба? Жоқ, деді кішкентай шахзада. Мен достарды іздеп жүрмін. Дегенмен машықтандырмадыңның мәнісін түсіндірсең қайтеді? Бұл әлдеқашан адыра қалған кәсіп, деп түсіндірді түлкі. Бұның мәнісі ілгешек салу деген сөз. Ілгешек? Гәп сонда, деді түлкі. Мен үшін сен әлі жас баласың. 100 мыңдаған жас балалардың бірісің. Сондықтан да сенің маған керегің жоқ. Мен де саған керек емеспін. Сен үшін мен түлкі ғанамын. 100 мыңдаған түлкінің бірімін. Ал бірақ сен мені машықтандырсаң, бір-біріміздің қажетімізді өтесеміз. Бүкіл әлемдегі аяулым, дарқан дарам сен боласың. Мен де сенің жалпақ жапандағы жалғызың болам. Түсіне бастадым, деді кішкентай шахзада. Жапа жалғыз желбіреген райхан гүл бар еді. Сол гүл мені машықтандырған секілді. Бек мүмкін, деп құптады түлкі. Жер бетінде не болмайды дейсің? Ол жер бетінде емес еді, деді кішкентай шахзада. Түлкі аң-таң болды. Бөтен планетада ма еді? Иә. Ол планетада аңшылар бар ма? Жоқ. Қызық екен. Тауықтары бар ма? Жоқ. Әлем шалағайлықтан құтылмаған, деді түлкі күрсініп. Сәлден кейін және де осы жайында сөйлеп кетті. Менің өмірім іш пыстырады. Мен тауықтарды аңдимын, адамдар мен аңдиды. Тауықтың бәрі бірдей, адамдардың да бәрі бірдей. Сондықтан да менің өмірім көңілсіз өтіп жатыр. Егер сен мені машық етсең, менің өмірім күннің шұғыласымен нұрланар еді. Сенің қадамыңды мыңдаған басқа қадамдардың арасынан ажырата білер едім. Адамдардың тықыры құлағыма естілсақ, мен зытамын, жасырынамын. Ал сенің тықырың маған музыкада естілер еді. Мен үңгірімнен жайраңдап шыға келер едім. Енді анаған көз салшы. Анау жерде егіндікте бидайдың өсіп қалғанын көріп тұрсың ба? Мен нан жемеймін. Басы салбыраған егіннің маған қажеті жоқ. Жайқалған бидай мен үшін аңызсыз. Көңілсіздік осында. Сенің шашың алтындай әсем. Мені машықтандырсаң керемет болар еді. Алтын бидай менің есіме сені түсірер де тұрар еді. Желмен тербеліп сыбырлаған егінді жақсы көріп кетер едім. Түлкі тыйылды да кішкентай шахзадаға ұзақ қарап қалды. Ақырында, мені машықтандыршы, деді. Менің уақытым аз, әйтпесе қуана-қуана машықтандырар едім, деді кішкентай шахзада. Менің достар табуым керек, әр түрлі жайтқа қануым керек. Машықтанған нәрселерді ғана білуге болады, деді түлкі. Адамдардың бірдеңе білуге уақыты да жетпейді. Олар затты дүкеннен дайын күйінде сатып алады. Достарды сататын дүкен жоқ қой, сондықтан адамдар да досқа зәру. Егер досты болғың келсе, мені машықтандыр. Бұл үшін не істеу керек, деп сұрады кішкентай шахзада. Сабыр тұту керек, деп жауап қайырды түлкі. Әуелі ана жерге, шөптің үстіне жырағырақ отыр. Мен саған көз қиығын салам, сен үндеме. Сөз деген бір-біріңді білуге қырсық келтіреді. Солай болғандықтан күн сайын маған тілсіз жақындай бер. Ертеңінде кішкентай шахзада кешегі жерге қайта келді. Ең дұрысы, күн сайын белгілі бір сағатта кел, деп қолқалады түлкі. Мәселен, сен сағат 4-те келетін болсаң, мен сағат 3-тен бастап өзімді бақытты сезіне бастаймын. Уәделі сәт жақындаған сайын бақыт тасиды. Сағат 4-те мен асып-сасып бастаймын. Үрейде қатар жүреді. Бақыттың бағасын сонда білемін. Ал егер сен әркез әр түрлі уақытта келетін болсаң, жүрегімнің лүпілін қай сағатта әзірлеуді білмес едім. Әдет ғұрыпты сақтауға керек. Әдет ғұрып деген не, деді кішкентай шахзада. Бұл да әлдеқашан адыра қалған нәрсе, деп түсіндірді түлкі. Бір күнің басқа күндерге ұқсамаса, бір сағатың басқа сағатқа ұқсамаса, осы сияқтыны әдет ғұрып дейміз. Мәселен, менің аңшыларымның мынадай ғұрпы бар. Сейсенбі күндері олар қыстақтың қыздарымен би-билеседі. Сейсенбі қандай тамаша күн. Мен сейілге шығып, жүзімдікке дейін барып қалам. Ал егер аңшылар аңсары ауған кезінде билей берсе, күннің бәрі біркелкілікке ұшырар еді, мен демалыс атаулыдан қағылар едім. Ақыры кішкентай шахзада түлкіні үйретті. Қоштасар кез де келді. Сені сағынып жылаймын ғой, деді түлкі күрсініп. Өзің кінәлісің, деді кішкентай шахзада. Сенің жаның күйзелсін деген жоқ едім. Үйрет деп қыңқылдаған өзің. Иә, әрине, деді түлкі. Алайда сен жылайсың ғой. Иә, әрине.
Демек, саған бұның жақпағаны ғой? Жоқ, маған жақты, деді түлкі. Алтын бидай туралы айтқанымды есіңе түсірші. Түлкі тыйылды. Аздан соң сөзін жалғады. Бар, райхан гүлдерге және бір рет көз сал. Сенің райханың жаһандағы жалғызың екенін ұғасың. Менімен қоштасу үшін қайтып келген кезіңде саған бір құпия ашам. Менің саған берген сыйлығым осы болмақ. Кішкентай шахзада райхандарды көріп келмекке кетті. Сендер менің райханыма титтей де ұқсамайсыңдар, деді ол гүлдерге. Сендер әлі түктемессіңдер. Сендерді ешкім үйреткен жоқ. Сендер де ешкімді үйреткен жоқсыңдар. Бұрын менің түлкімде осындай болған. 100 мыңдаған басқа түлкілерден оның айырмашылығы жоқты. Мен онымен достастым. Енді ол жалпақ жаһандағы жалғыздың өзі. Райхан гүлдер ұялып қалды. Сендер сұлусыңдар, бірақ ойсызсыңдар, деді кішкентай шахзада сөзін жалғай түсіп. Сендер үшін өлгім келмейді. Әрине, кездейсоқ жолаушы менің райханыма көзі түссе, сендер сияқты екендер. Бірақ мен үшін ол гүл сендердің бар шаңнан да қымбат. Сендерге емес, сол гүлге күн сайын су шашқанмын. Сендерде емес, сол гүлді шыны қалпақпен жапқанмын, желден қорғап шымылдық тұтқанмын. Сол гүл үшін қоңыздардың тұқымын құртып, көбелектің тұқымын тарату үшін ғана екішеуін тірі қалдырғанмын. Сол гүлдің басы ауырып, балтыры сыздағанын, сауында мақтанғанын көргенмін. Үндемеген кезінің өзінде үніне құлақ тосқанмын. Сол менің гүлім. Осымен кішкентай шахзада түлкіге қайтып оралды. Қош бол, деді ол. Қош бол, деді түлкі. Менің құпиям қалтарыссыз, жүрек қана жіті. Ең маңызды нәрсені көзбен көре білмейсің. Ең маңызды нәрсені көзбен көре білмейсің, деп қайталады кішкентай шахзада, жадына түймек боп. Райхан гүлінің өзіңе қымбат болу себебі, сен оған жаныңды пида еткенсің. Оның себебі жаныңды пида еткенсің, деп қайталады кішкентай шахзада, жадына түймек боп. Осы шындықты адамдар ұмытқан, деді түлкі. Бірақ сен ұмытпа. Өзің машықтандырғандардың әр қайсысы үшін сен қашанда жауаптысың. Райхан гүлің үшін жауаптысың. Мен райхан гүлім үшін жауаптымын, деп қайталады кішкентай шахзада, жадына түймек боп. Қайырлы күн, деді кішкентай шахзада. Қайырлы күн, деді торапшы. Бұл арада не істеп жүрсің, деп сұрады кішкентай шахзада. Жолаушыларды сұрыптаймын, деп жауап қайтарды торапшы. Пойыздың бірін оңға, бірін солға жөнелтіп, мыңдаған адамдарды сапарға шығарам. Сол мұң екен, жүрдек пойыз терезелері жалтылдап, сартылдап өте шықты. Торапшының күркесі селкілдеді. Бұлар неткені асығыс, деп таңғалды кішкентай шахзада. Не іздейді? Машинистің өзі де оны білмейді, деді торапшы. Көп ұзамай тағы бір жүрдек пойыз шамы жалтырап, сартылдап өте шықты. Бұл бағанағыдан басқа жаққа қарай тартты. Қайтып келіп қалғаны ма, деп сұрады кішкентай шахзада. Жоқ, бұл басқа, деді торапшы. Бұл қарсы ұшырасқан пойыз. Бұрынғы тұрған жер жайсыз болғаны ма? Біз жоқ жердің бәрі жақсы, деді торапшы. Сол-ақ екен, шамы жалтырап, үшінші пойыз салдырап өте шықты. Бұлар әлгілерді, алғашқы кеткендерді қуып жетпек пе, деп сұрады кішкентай шахзада. Бұлардың еш нәрсеге зауқы жоқ, деді торапшы. Бұлар вагонда ұйықтайды, немесе жай отырыста бесінеседі. Тек балалар ғана терезеге мұрын дегізет өнеді. Балалар ғана не іздейтінін білет, деді кішкентай шахзада. Олар шүберек қуыршаққа жанын пида етеді. Сондықтан да қуыршақ оларға өте қымбатты. Ал егер қуыршағын тартып алса, балалар жылайды. Олардың бақыты, деді торапшы. Қайырлы күн, деді кішкентай шахзада. Қайырлы күн, деді сатушы. Бұл адам шөл қандыратын сиқыр дәрі сатушы еді. Бұндай дәріні өңештен өткізіп жіберсең болды, апта бойына сусын тілемейсің. Бұны не үшін сатасың, деп сұрады кішкентай шахзада. Бұдан уақыт көп үнемделеді, деп жауап қайырды сатушы. Мамандардың есебі бойынша аптасына 53 минут үнемдеуге болады екен. 53 минутта не істеуге болады? Не істесең де өз еркің. Менің 53 минутым бос болса, ырғалып жырғалмай-ақ бұлақ басына барар едім, деп ойлады кішкентай шахзада. Апатқа ұшырағаныма аптадан асты. Сиқыр дәрі сатушы жайындағы әңгімені естігенмен, ең соңғы тамшы суымды ішіп қойдым. Иә, дедім кішкентай шахзадаға. Сенің айтқаныңның бәрі де қызықтақ.
Бірақ мен самолетімді әлі жөндеп болғам жоқ. Бір тамшыда су қалмады. Өзің сияқты ырғалып жырғалмай-ақ бұлақ басына барар болсам, мен де өзімді бақытты санар едім. Мен достасқан түлкі, аяулым-ау, түлкіні ойлауға мұршам жоқ. Неге? Неге десең, шөлден өлетін сыңайым бар. Кішкентай шахзада бұл сөздердің байланысын ұқпады. Өлу керек болған күннің өзінде досыңның болғаны жақсы ғой. Мен түлкімен достасқаныма өте қуаныштымын, деді ол. Төнген қауіптің қатерін түсінбейді. Бұрын соңды аштықты да шөліркеуді де бастан кешпеген. Бұған күннің шұғыласы да жеткілікті. Мен осыны естірте айтпадым, ішімнен айттым. Бірақ кішкентай шахзада маған қарады да былай деді. Мен де шөл дедім. Жүр, құдық іздейік. Мен торыққан түрде қол сермей салдым. Қиырсыз түзде құдық іздеуден не шығат дегенім еді. Дегенмен біз жол шектік. Ұзақ уақыт бойы біз үнсіз жүріп отырдық. Күн кешкірді, аспанда жұлдыздар жана бастады. Шөл дегенім сонша аздап селкілдей бастадым. Жайған жұлдыздарды өңімде емес, түсімде көргендей болдым. Менің есіме кішкентай шахзаданың сөздері түсе берді. Демек, шөлдеудің не екенін сен де білетін боп шықтың ба? Бұған ол жауап қатпады. Өзінше жайбар сөйледі. Су дегеніміз жүрекке де керек болады. Мен түсінбедім, үндемей қалдым. Одан тәптіштей сұраудың керексізін біліп едім. Ол шаршады, құмға отырды. Мен қасына отырдым. Үн қатыспадық, ақырында ол былай деді. Жұлдыздар өте әдемі. Оның себебі көзге ілінбесе де сонау шалғайда гүл бар. Иә, әрине, дедім мен. Айдың сәулесі жарық қылған толыққанды құмға көз салып. Жапан түзде сұлу, деді кішкентай шахзада. Бұл шындық. Жапан түз табиғаты маған да ұнайтын. Құмдақтың үстіне отырасың, еш нәрсе көрінбейді, еш нәрсе естілмейді. Дегенмен тыныштықта бірдеңе сәулеленеді. Жапан түздің неліктен жақсы екенін білесің бе, деді ол. Осы түздің бір жерінде бұлақ бұғып жатыр. Мен қайран қалдым. Құмдардан шашыраған жұмбақ сәуленің не екенін оқыс ұғынды. Баяғыда мен көненің көнесіндей ескі үйде тұрғамда, сол үйде қазына тығулымыз деуші еді. Әрине, ондай қазынаны ешкім таппай-ақ қойды. Ондай қазынаны ешкім ешқашан іздемеуі де мүмкін. Бірақ сол қазынаның салдырынан әлгі үй сиқыр сияқтанушы еді. Жүрегіне құпия сыр сақтағандай еді. Я, дедім мен, үй болсын, жұлдыз болсын, немесе жапан түз болсын, бәрінің ең аяулы нәрсесі көзбен көруге болмайтын нәрселер. Менің досым түлкінің ойын құптағаның үшін мен өте қуаныштымын, деді кішкентай шахзада. Осыдан кейін ол ұйықтап қалды. Мен оны көтеріп әрі қарай жүрдім. Толқыған сезім биледі. Майысып тұрған қазынаны көтеріп келе жатқандай болдым. Жер бетінде одан майысқақ нәрсе жоқ сияқтанды. Айдың жарығында мен оның өңсіз маңдайына, жұмулы кірпігіне, желбіреткен алтын шашына қарадым. Осының бәрі қаңқасы ғана, дедім. Ең маңыздысы көзбен көре білмейтін нәрсе. Оның ернінен күлкі жүгіріп өтті. Мен өзіме былайша тіл қаттым. Ұйықтап жатқан кішкентай шахзаданың көңіл босатар қасиеті оның гүлдің көзіне шөп салмауы. Ұйықтағанның өзінде шырақтың жалынындай жарқырап тұратын райхан гүлдерінің бейнесін жүрегінде сақтауы. Осыдан кейін мен оның майысқақтан да майысқақ екенін ұғындым. Шырақтарды сақтау керек. Желдің екпіні өшіріп кетуі кәдік. Сөйтіп мен жүре бердім. Ала кеуімде құдыққа да жеттім-ау. Адамдар жүрдек пойызға мінеді, ал не іздейтінін өздері де түсінбейді, деді кішкентай шахзада. Солай болғандықтан да тыным таппай, біресе ана жаққа, біресе мына жаққа сапырылысады. Сәлден кейін соның бәрі бекершілік деп қойды. Біз үстінен түскен құдық Сахарадағы басқа құдықтардай болмай шықты. Әдетте бұл маңның құдығы құмшауыттағы шұқыр, ал біздің тап болғанымыз кәдімгі нағыз қыстақтың құдығы еді. Бірақ таяу маңда қыстақ атаулы жоқ. Сондықтан осының бәрі түсім шығар деп те ойлап қалдым. Неткен тосындық, дедім мен кішкентай шахзадаға. Бұл жерде бәрі әзір тұр. Қақпақ та бар, шелек те бар, арқан да бар. Кішкентай шахзада күлді. Арқанға қолы тиді. Қақпақтың шандауын шеше бастады. Желсізде тот басты болған көне қаңбақтай қақпақ сықырлап қоя берді. Естіп тұрсың ба, деді кішкентай шахзада. Біз құдықты оятып жібердік. Құдық әндете бастады. Мен кішкентай шахзада шаршайды ғой деп қорықтым.
Суды өзім қауғалайын. Сенің бұған күшің келмейді, дедім мен. Су толған шелекті ақырын тартып шығардым да, құдықтың тастақ ернеуіне жайлап қойдым. Құлағымда сықырлаған қақпақтың әні қалды. Шелектегі су әлі шайқалып, күн сәулесі діріл қағып тұрды. Мына судан ішкім келіп тұр, деді кішкентай шағзада. Сусындатшы. Оның не іздегенін енді барып түсіндім. Шелекті аузына апардым. Көзін жұмып іше бастады. Тамаша мерекенің өзіндей болды. Су да жай су еместі. Жұлдыздардың астындағы ұзақ сапардан, қақпақтың сықырынан, менің қолымның күшінен пайда болған су осы еді. Жүрекке тартылған сыйлықтай еді. Кішкентай кезімде Рождество мейрамының сыйлығы, аршадағы шырақтар, түн ортасындағы әуендеткен орган аспабы, назды күлкілер маған әлгіше әсер етуші еді. Сенің планетаңда адамдар бір баққа 5000 райхан өсіреді. Сөйтсе де іздегенін таба алмайды, деді кішкентай шағзада. Таба алмайды деп құптадым. Іздегендерін жапа-жалғыз райханнан, бір жұтым судан табуға болады ғой. Иә, әрине, деп құптадым. Көз соқыр, жүрекпен іздеуге керек. Мен су іштім. Көкірек шайдай ашылды. Таң ата құмшауыт мыс секілді, алтындатып шыға келді. Мен осының өзінен де бақытқа кенелетін деймін. Ұнжырға түсетіндей не бар? Сен сөзіңнен шығуың керек, деді кішкентай шағзада биязы үнмен. Қайтадан қасыма келіп отырды. Қандай сөзден? Есіңде ме? Мен қошақаныма тұмылдырық берем деп уәде қылғансың. Мен сонау гүл үшін жауаптымын ғой. Мен қалтамнан салған суреттерімді шығардым. Кішкентай шағзада суреттерге қарап күліп жіберді. Сен салған баобабтар капустаға ұқсас. Ал мен болсам өзімнің баобабтарыммен мақтанушы едім. Түлкінің құлағы, мүйіз бейнелі, қандай ұзын? Кішкентай шағзада және күлді. Бұның әділдік емес, дос. Мен сірә да сурет сала білген емеспін. Айдаһарларды іштей де сырттай да салғаным болмаса. Оқасы жоқ деп ол менің көңілімді аулады. Балалар онсыз да түсінеді. Мен қошақан үшін тұмылдырықтың суретін салдым. Суретті кішкентай шағзадаға бергенде жүрегім аузыма тығылды. Сен бірдеңе ойладың, бірақ маған айтпай тұрсың. Бірақ кішкентай шағзада жауап қатпады. Білесің бе, деді ол. Менің жерге түскеніме ертең 1 жыл толады. Сөйтті де үндемей қалды. Біраздан соң былай деді. Менің түскен жерім осы маңнан тіптен таяу. Сол мұң екен, қызарып қоя берді. Тәңір білсін бе, менің жанымды және де ауыртпалық басты. Сөйте тұра мен былай деп сұрадым. Демек, сенімен танысқан кезде, осыдан апта бұрын ертеңгілікте, адамзат мекенінен мыңдаған миль қашықтықта жападан жалғыз кездейсоқ қаңғырып жүрмеген екенсің ғой. Алғашқы түскен жеріңе қайтып бара жатқан бетің екен ғой. Кішкентай шағзада бұрынғыдан да бетер қызарды. Мен болсам босаңдау сөйледім. Мүмкін жыл толғандықтан солай көрінер. Ол тағы да қызарды. Менің бірде-бір сұрағыма жауап қайтармады. Алайда қызарып кетсең, рас дегеніңде солай емес пе? Мен үрейлімін дей беріп едім күрсініс үстінде. Ол сөзімді бөлді. Білек сыбанып жұмысқа кірісер кезің болды. Машинаңа бар. Мен сені осы арадан тосайын. Ертең кешке орал. Дегенмен бұдан саябыр таба қоймадым. Түлкіні еске алдым. Өзіңді машықтандыруға көнсең, кейін зар жылайтын кезіңде болады. Құдықтың маңында қирап қалған ежелгі тас қамалдың қалдығы бар еді. Екінші күні кешқұрым жұмысымды бітіріп, мен әлгі қамалға келдім. Аяғын айқастырып қамалдың үстінде отырған кішкентай шағзаданы алыстан көргем. Дауысын да естідім. Есіңнен шығып кетті ме, деді ол. Бұл жерде емес еді ғой. Әлдегім оған жауап қатқан сияқты, өйткені артынша былай деп салды. Иә, осыдан 1 жыл бұрын, дәл бүгінгі күн болғанды, тек басқа жерде еді. Мен қарыштап жүре бастадым, бірақ қамалдан тірі жан көрінбеді, дауыс естілмеді. Оның бер жағында кішкентай шағзада тағы да әлдегімге тіл қатты. Айттым ғой, менің ізімді құмнан табасың. Тап та күте бер, бүгін түнде сол жерге барамын. Қамалға дейін 20 метрдей еді, бірақ мен әлі ешқандай нәрсе көргем жоқ. Шамалы үнсіздіктен кейін кішкентай шағзада былай деді. Сендегі уытты ма? Сен маған ұзақ азап шектірмейсің бе? Мен тұрып қалдым. Жүрегім аузыма тығылғандай болды, бірақ мен әлі еш нәрсеге түсінген жоқпын.
Енді кете бер, деді кішкентай шахзада. Менің құрдымға құлағым келеді. Мен төменге түйіле қарадым. Солақ мұң екен, қарғып түстім. Қамалдың іргесінде кішкентай шахзадаға қарай басын оқтап, сары жылан шаншылып тұр. Бұндай жылан шақса, жарты минутта жан тапсырасың. Қалтамдағы тапаншаға қол салып, жыланға қарай жүгірдім. Бірақ қадамымның тысырын естіген жылан, жылымшылап аққан бұлақтай, құмның үстімен баяу иреңдеп, жездей сыңғыр етіп, тастың жықпылына жасырынды. Кішкентай шахзадамды қағып әкету үшін мен қамалға дер кезінде жеттім. Кішкентай шахзада қардан да әппақ боп кеткен. Нендей сұмдық ойлап жүрсің, бала, дедім мен. Жыландармен не үшін сөйлесесің? Баланың байырғы алтын бөке байын ағыттым. Жағына сулы орамал басып, өзіне су ішкіздім. Бірақ еш нәрсе жайында сұрауға батылым бармады. Бала маған салдарлы қарап, мойнымды қолымен орап алды. Баланың жүрегі оқ түйген құстың жүрегіндей әлсіз соғып тұрғанын құлағым шалды. Бала бүйдеді. Машинаның нендей қырсыққа ұшырағанын ажыратыпсың. Бұған қуаныштымын. Енді үйіңе қайтуыңа болады. Сен қайдан білесің? Мен жорамал атаулыны түгел жеңіп, самолетті жөндеп шығаратынымды айтпақ едім. Бала жауап қатпады. Айтқаны мынау ғана. Мен де бүгін үйіме қайтам. Сәлден кейін мұңая үстемеледі. Тұрағым анағұрлым алыс, оған жету анағұрлым қиын. Осының бәрі тым тосырқау еді. Мен оны кішкентай бөбек құсатып құшағыма алдым. Бірақ ол менің құшағымнан шығып бара жатқан, құрдымға құлап бара жатқандай болды. Оны ұстап тұруға күш жетпейтіндей сезіндім. Ол әлдеқалай алысқа көздігіп ойланып тұрды. Сенің қошақаның менде қалады, қошақанға арналған жәшікте қалады, тұмылдырлықта. Сөйдеді де мұңая күлімсіреді. Мен ұзақ күттім. Ол есін жинағандай ма қалай? Сен қорықтың-ау, бала. Қалайша қорықпасқа, бірақ бала ақырын күлді. Бүгін кешке көретін құбыжығым бұдан да зор. Құтылыс жоқ пәлені сезгенде тұла бойым тағы да түршікті. Баланың балдай күлкісін енді қайтып естімес пе екенмін? Сол бір күлкі мен үшін жапан түздегі бұлақтың сылдырына тең еді. Бала, сенің күлкіңді және бір рет тыңдағым келіп тұр. Бірақ ол жауапқа жарытпады. Бүгін түнде жыл толады. Менің жұлдызым өзім былтыр кеп түскен жердің дәл үстінен кеп қарап тұрады. Құлақ сал, балақай, осының бәрі жылан да, жұлдызбен жолығыста жаман түстің өзі ғой, солай емес пе? Бірақ ол жауапқа жарытпады. Ең маңызды нәрсені көзбен көре білмейсің, деді ол. Әрине ғой. Гүлді көруде солайша. Егер қашықтықтағы жұлдызда өсетін гүлді сүйсең, түнде аспанға көз тігуге жақсы. Жұлдыздың бәрі бал-бұл жанады. Әрине ғой. Су жайында да солай. Сен маған су ішкізгеніңде сол су музыка секілдеді. Соның бәрі қақпақ пен арқан арқылы табылған еді. Есіңде ме? Сол су жақсақ еді. Әрине. Түнде сен жұлдыздарға қарайсың. Менің жұлдызым тым кішкентай, оны көрсете алмаймын. Сөйткен жөн. Сен үшін көп жұлдыздың біріндей ғана, соның өзі жақсы. Жұлдыздарға көз тігуді жақсы көретін боласың. Жұлдыздардың бәрі сенің досың айналады. Мен саған сый сияпатта жасармын. Сөйдеді де бала күлді. Ах, балақай, балақай, сенің күлкіңді қандай жақсы көретінімді білесің. Менің сый сияпатым да осы, су жайындағы секілді. Қалайша? Әрбір адамның өз жұлдызы бар. Жұлдыз дүние кезетіндерге жол меңзеп тұрады. Кейбіреулер үшін ол кішкентай қызыл шоқ есепті ғана. Ғалымдар үшін ол қиын есептің шешіміндей. Менің таныс пайда күнемім үшін ол алтын. Сол адамдардың бәрін тұтас алғанда, олар үшін жұлдыздар мылқау, ал сенің жұлдыздарың мүлдем ерекше болады. Қалайша? Түнде аспанға қарайтын боласың. Аспанда мен мекен еткен жұлдызды көресің. Мен сол жұлдызда күлемін. Сонда сен жұлдыздардың бәрі күле білетінен естисің. Сен осындай күле білетін жұлдыздарға иелік құрасың. Сөйдеді де бала күліп жібер. Қуаныш тапқан кезіңде, бір кезде мені білгенің үшін мәз боласың. Сен қашанда маған доссың. Менімен бірге күліскің келеді. Кей кезде терезеңді айқара ашып тастасаң жаның жай табатын болады. Аспанға көз салып күлгеніңе сенің достарың қайран қалысады. Ал сен оларға, мен әрқашанда осылайша жұлдыздарға көз салып жүремін дейсің. Сонда олар сені ақылынан адасты деп ойлайды. Мен сенімен осылайша әзілдесемін. Бала тағы да күлді.
Жұлдыздардың орнына сыңғырлақ қоңырау сыйға тартқан секілдімін. Бала күлкісін қайталады. Содан соң қайтадан байсалды бола қалды. Білесің бе, бүгін түнде келмей-ақ қой. Мен сені қалдырып кете алман. Сен мені кеселді деп ойлайсың, тіпті өліп қалады деп ойлайсың. Бұндай ойлар бола береді. Келме, керегі жоқ. Мен сені қалдырып кете алман. Бала кенет тыншыды. Рас, жыланның уы екі адамға жетпейді. Сол түнде баланың кетіп қалғанын мен байқамаппын. Ол тысыр еткізбей тайып тұрыпты. Мен қуып жеткенде ол артына қарайламай жылдам жүріп бара жатыр еді. Сен екен ғой, деді. Ол менімен қолдасты, бірақ көңілінде алаңдық бар еді. Маған бекерлестің. Маған қарау саған ауырлық келтіреді. Мен саған өлетін адам сияқты көрінем. Бірақ бұл теріс. Мен үндемедім. Бақсаң, мекенім өте алыста. Менің денем тым салмақты, оны көтеру қиын. Мен үндемедім. Бірақ бұл көне қаңқаны лақтырып тастаумен тең. Қайғыратын еш нәрсе жоқ. Мен үндемедім. Оның аздап еңсесі түскендей. Дегенмен, және бір күн жинап былай деді. Білесің бе, керемет болады. Мен де жұлдыздарға көз салам. Жұлдыздардың бәрі қақпағы шиқылдаған ескі құдыққа ұқсайды. Әрбір жұлдыз маған су береді. Мен үндемедім. Қандай қызық десеңші. Сенің 500 миллион қоңырауың, ал менің 500 миллион бұлағым болады. Сол-ақ екен, ол үндемей қалды. Өйткені жылап жіберген еді. Міне, біз келіп те қалдық. Өзім бір қадам басайыншы. Сөй, деді де ол құмға отыра кетті. Қорқынышты күйге түскен. Кейінірек былай деді. Бақсаң, менің Райханым. Ол үшін мен жауаптымын. Менің гүлім сондай әлсіз және сондай момақан. Өзінде бары 4 тікенсымақ қана. Әлемнен қорғанар құралы жоқ. Мен де отыра кеттім, аяғымда әл қалмағандай. Бала, сонымен бәрі осы, деді. Енді 1 минуттан кейін орнынан тұрды. Бір қадам ғана алдыға жүрді. Мен болсам орнымнан қозғала алар емеспін. Баланың аяғы астынан сары найзағай жарқ еткендей болды. Бала алғашқыда қозғалмады, шар ете қалды. Содан соң ағаш сияқты қисайып құлай бастады. Ақырын құлады, үнсіз құлады. Дыбыс атаулыны құмның жұтып қоятыны белгілі. Содан бері 6 жыл өтті. Мен осы күнге шейін тірі пендеге тісімнен шығарған емеспін. Мен қайтып оралғанда жолдастарым қуанды. Зақым болмай аман есен келгеніме қуанды. Көңілім жарым. Сөйте тұра мен жолдастарыма шаршап шалдығудың енжарлығы дей салдым. Дегенмен бірте-бірте уаныш таптым. Жартымсыз уаныш. Әйтеуір менің білетінім, кішкентай шағзада өзінің планетасына қайтып барды. Өйткені таң атқанда құмнан оның денесін таппағанмын. Оның денесі соншалықты салмақты да еместі. Мен болсам, түн сайын жұлдыздарға құлақ тосуды жақсы көрем. 500 миллион қоңырау сияқтанады. Қызығы мынада, Қошақанға арнап тұмылдырықтың суретін салғанда қайысы есіме келмепті. Кішкентай шағзада қайсыз Қошақанға кигіз алмайды ғой. Мен өзімнен былай деп сұраймын. Балақайдың планетасында не болып жатыр екен? Қошақаны Райхан гүлді жалмап қоймады ма екен? Кейде мен өзіме тіл қатам. Жоқ, әрине жоқ. Кішкентай шағзада түнге қарай Райханды ылғи шыны қалпақпен жауып қояды. Қошақаннан көз жазбайды. Дәл солай болса мен бақытты. Жұлдыздар болса бәрі тегіс баяу күліседі. Ал кей кезде мен өзіме өзім былай дейм. Ауым-сауым кезің болды ғой. Ондай шақта пәлеге ұшырауың мүмкін. Кішкентай шағзада бір кеште жаза басып, шыны қалпақты ұмытар, яки болмаса Қошақаны түнде тысқарағаш лағып кетер. Ондай жағдайда барлық қоңырау зар илейді. Осының бәрі жұмбақ, бәрі ғажайып. Кішкентай шағзаданы мен сияқты жақсы көріп кеткен сіздер осының бәрінен немқұрайды қарай алмайсыздар. Біз ғұмыры көрмеген Қошақан, әлемдердің белгісіз бір бұрышында бізге бейтаныс Райхан гүлін жалмап қойса, сіз бен біз үшін әлем басқаша боп көрінер еді. Зеңгіргөкке көз салыңызшы. Өзіңізден сол Райхан тірі ме әлде өліп қалды ма? Қошақан жалмап қойған жоқ па деп сұраңызшы. Сонда көзіңіз жетеді. Бәрі басқаша күйге түседі. Осының бәрі қаншалықты мәнді екенін ешқашан ешбір ересек адам ұғынбайды.
Бұл жер әлемдер атаулыда меніңше ең сұлу, ең қасіретті жер. Жапан түздің осынау бұрышының суреті осыдан бұрынғы бетте көрсетілген. Сөйте тұра сіздің анығырақ көруіңіз үшін суретін мен қайта салдым. Кішкентай шағзада тұңғыш рет жерге келіп түскенде осы арада болған. Осы арадан кеткен. Егер сіз ертелі кеш жол түсіп, Африкаға жапан түзге бара қалсаңыз, айтылмыш жерді іздеп тапқайсыз. Егер сіз сол жер арқылы өте қалсаңыз, жалбарынам, асықпаңыз, белгілі жұлдыздың астында аздап кідіріңіз. Сонда егер қасыңызда алтын шашты бала келсе, сіздің сұрағыңызға жауап қайырмай, сыңғырлы күлкіге басса, оның кім екенін сіз әрине байқайсыз. Ондай күн туса, сізден көп өтінем, мені қасіреттен уантыңыз. Кішкентай шағзаданың қайтып келгенін маған тезірек хабарлауды ұмытпаңыз.